Бір сыныпта 40 оқушы отыр. Жекеменшік мектептерге жалақысы сәл жоғары көтерілетін мектептерге кетіп қалу уайымдаймыз біз. Мықты маман болса тартып алғымыз келеді. Болмайтын жерден жұмыс тауып беретін директорлар бар. Егер ата-ана баланың біліміне араласпайтын болса, оның оқып жатқан дүниесіне кіріспейтін болса, ол ешқандай эффект бермейді. Өкінішке орай, қазір баланың тәрбиесіне мүлдем қарамайтын ата-аналар да бар. Жақсы оқысаң айфон алып беремін, жақсы оқымасаң айфон жоқ. Көсіністі оқыту керек. Ғана кітаптарын жабыңдар. Мен сабағыма осы кітапты алып келмей қойыңдар. Мұғалымдық мамандық емес. Мұғалымдық өнер. Сен маймыл болып жүріп, секіріп жүріп өтесің ба? Соның ішінде айғайлау кіре ме? Қатал болу, ұрсу. Бала құқығы туралы заң, норма өте жақсы жұмыс жасайды. Ұстаз құқығы туралы норма жұмыс жасамайды. Мен банкрот болмаймын деп ойлаймын. Қайырлы күн, бүгін бізде білім беру жүйесі жайында тақырып қозғағымыз келеді. Яғни жеке мектептер қазір көп ашылып кетті, одан бөлек бином мектептер бар. Айырмашылығы қандай және не себепті жеке мектептерге деген қызығушылық көп бізде? Қазақстан бойынша 800-ге жуық, Астана бойынша 180 мектептің 71-і жеке екен. Соған байланысты бүгін Марс Аблезовті шақырдық. Бином School мектебінің директоры Байтұрсынұлы атындағы және Аятжан Ахметжан қаз білім директоры басшысы. Қайырлы күн. Сіздерде қалай, Марс мырза? Жалпы өзіңізді қандай мектептің директоры деп айтасыз? Жеке мектептің бе, әлде мемлекеттік мектеп директоры ма? Негізі құжат бойынша, статус бойынша мектеп жеке болып есептеледі бізде. Мынау жекеменшік серіктестік деген келісімшарттың аясында құрылған пилоттық бағдарлама ғой. 5 жылға келісімшарт жасалған мемлекет пен жеке серіктес арасында, жекеменшік арасында. 5 жылдан кейін мемлекетке берілу несімен жаңағы келісімшарт арқылы 100% мемлекеттік стандарт орындалады. Қосымша халықаралық стандарттарды мүмкіндігінше енгізуге сол бағытта жұмыстанып жатқан әрекеттер бар. Яғни сіз мемлекеттік мектептің директорымын деп айтасыз, жеке мектептің директоры дейсіз. Екеуінің ортасы бар ма? Екеуінің ортасы деп болады. Соны түсінбей қаламыз да, бином қандай мектеп деген. Өйткені мемлекеттің алдында міндеттері бар. Енді барлық жекеменшік мектептің мемлекеттің алдында мемлекеттік стандарт сақтау деген сияқты міндеттемелер бар ғой. Бұл кісілердің енді мемлекеттік жекеменшік серіктестік болғаннан кейін мемлекет қаржысын белгілі бір деңгейде көтеріп отырғаннан кейін міндеттемелері біздікі сияқты жекеменшік мектептерден көптеу да. Одан жаңағы білім басқармасының алдында мысалы жаңағыдай орындау керек міндеттері бар. Ол кісілердің талаптары бар мысалы. Сол талаптар орындалған жағдайда біз ары қарай біз мысалы микрорайонға бағынбаймыз. Біз қай жердегі оқушыны қабылдасақ та мектебіміздің түбіндегі тұрған ғимараттың оқушысын қабылдамауға да құқылымыз. Өйткені толыққанды мемлекет бізге ешқандай ашылу үшін бюджет берген жоқ. Ал бұл кісілерде өзінің микрорайондағы оқушыны қабылдауға міндетті. Белгілі бір деңгейде. Белгілі бір деңгейде. Сіздерге өйткені үйді белгілеп береді. Бұйрықпен үйді белгілеп береді, бірақ бізде белгіленген бала санынан асып кеткен жағдайда біз мысалы не бере аламыз? Отказ бере аламыз. Ал мемлекеттік мектептер ондай мүмкін емес. 30 бала, 40 бала қажеттілік болса, олар шектей алмайды балаларды былайша айтқанда. Біз шектей алу мүмкіндігіміз бар. Сіздерге жекеменшік пе, мемлекеттік пе, ортасы ғой. Екеуінің арасы болады, ортасы. Кеше қалай жұмыс істедіңіздер айтпақшы? Түсірілім болып жатыр ма бізде? Болып жатыр, бастадық. Мен сіздердің айтып қойыңыздар. Мен сіздердің орталарыңызда мектеп оқушы сияқты отырмын. Киіміне қараса. Негізгі тақырып жеке мектептер көбейіп жатыр. Соңғы уақытта мысалы өткен жылғы маусымда, осы 2024 жыл маусымда айтатын болсақ, Қазақстан бойынша 800 шамасында жеке мектеп бар екен. Нақ осы Астананы алатын болсақ, шамамен 180 мектеп болатын болса, оның 71-і жартысына жуығы жеке мектеп екен. Сәйкесінше оған қызығатындар да бар, баратындар да бар, сұраныс болып тұр ғой демек. Бұл феномен қайдан қалай пайда болды деген сұрақ қой, негізі о баста тұратын дүние. Ол бір жаңағы ата-аналардың білім беру мекемесіне, жаңағы мемлекеттік білім беру мекемелеріне деген
сапасына көңілі толмай ма, әлде статусқа бой алдыра ма, анау жеке мектепте оқып жатыр деген сынды, әлде уақыты аз ба, толықтай осы азаннан кешке дейін мектепке беріп қою деген сынды. Феномен қалай, қайдан, не үшін, не себепті? Әртүрлі мәселе бар. Ең үлкен мәселе не? Бұл мемлекеттің толыққанды білім беру қызметін қазіргі заман талабына сай орналастыра алмауының себебі. Мысалы, дәл қазір Марстың мектебіндегідей бір сыныпта 26 оқушы отырады, толыққанды бір ауысымда білім алады деген жағдай болса, жекеменшік мектептерге жүгінетін адамдардың саны қатты азайып кетер еді. Ал өкінішке орай Астананың өзінде сіз айтып отырсыз 180 мектеп, және қанша үш ауысымды мектеп бар дәл қазіргі таңда. Ресми статистика бойынша 8 үш ауысымды мектеп бар менің білуімде, ал бейресми статистика бойынша бейресми дегеніміз не? Мектеп 2 ауысымды болуы мүмкін, бірақ мектеп мысалы 1200 балаға арналса, мектепте 2800 бала оқиды. Бірақ 2 ауысымды 1200 2 ауысымға көшсең 2400, ар жағында 400 бала 3-ші ауысымға кету керек. Бірақ сыныптағы оқушының санын көбейту арқылы ол 2 ауысымда ұстап отыр деген сияқты. Ал нормада, білім туралы заңда 24 баладан асса бір сыныпта ол бөліну керек. Нормалар бар. Осы нормаларды орындай алмағандықтан да ата-аналар, мысалы, бір сыныпта 40 оқушы отыр. Одан сапа күту қиын. Бірінші ауысым мен екінші ауысымның ортасында оқып жатыр. Одан сапа күту қиын. Сонымен алған кезде шыны керек ата-ана үшін жекеменшік мектеп деген не? Неге мысалы биномға жүгіреді ата-ана? Ол жерде ата-ананың ең үлкен жүгіретіні комфорт баласына. 40 баланың ішінде отырғанша жекеменшік мектепте 15-18 баланың арасында отырып білім алсын. Асығыс-үсігіс 2-3 сабақ өтіп тарап кеткенше, толық күнді таңертеңнен кеш бітқанша білім алсын. Сонымен бірге тағы бір дүние бар, бұл жауапкершілік мәселесі. 2017 жылы сол кездегі білім министрі Ерлан Сағадиев мектеп ұлттық бірыңғай тестке жауап бермейді дейтін бұйрық шығарып тастады. Мектеп ұбт-ның нәтижесіне жауап бермейді. Ол деген не? 11 жыл түлек шығарасың, бірақ нәтижесіне жауап бермейсің. Бұл дұрыс емес болды ма сіздің ойыңызша? Енді дұрыс емес болды. Содан кейін қайтты, ата-аналар жаппай білім беру орталығына кетті. Балаларын ұбт-ға дайындатады, Назарбаев университетіне дайындатады, жан-жаққа дайындатады, білім беру орталықтарына кетті. Содан кейін ата-ана шаршады. Таңертең мектепке сүйрейді. Түстен кейін әртүрлі репетиторға, қосымшаға жазайды. Ал жекеменшік мектепке берген кезде қайтады, бәрі ішінде. Ата-ана ортасында жүгіріп жүрмейді. Мысалы, бізге ұсыныс түскен кезде ата-аналардан ең алғаш тура осы нәрсе. Таңертең мектепке берем, түстен кейін сіздерге берем. Бәрібір нәтижені сіздерден көрем, одан да сіздерге бірақ беріп тынайыншы. Мектепке айналасаңыздаршы деген ұсыныс. Сондықтан кез келген уақытта бизнес ол сұраныстың негізінде қалыптасады. Ол сұраныстан туындаған дүние, сұраныстың әсерінен дамып жатыр. Сол кәсіпке тек қана сапа емес, кәсіпке айналып кеткен жоқ па дегенде бір ой туындайды. Айналу керек. Яғни жаңағы не бар, мемлекеттің субсидиясы бар, жылына бөлінетін 700 мың деген, иә. Одан бөлек салықтан босатылған деген әңгіме бар. Сол себепті көп ашылып кетті. Жалған ақпарат, салықтан босатылған деген. Жекеменшік мектептердің былай корпоративтік салық төлемегенмен, ол қызметкеріне төлейтін салықтары корпоративтік салықтан жеңіл емес. Өйткені ол жерде қызмет көрсету саласы. Қызмет көрсету саласы болғандықтан, енді Марсты жақсы біледі деп ойлаймын. Бір мұғалімнің өзінің зейнетақысынан ұсталатын зейнетақыдан сырт жұмыс берушінің 5% зейнетақысы, жұмыс берушінің мәмісі деген сияқты салықтар жеткілікті. Ол жерде салықтан босатылған деген ақпарат қателік. Екінші дүние, бизнеске айналып кетпей ма деген сұрақтан жалпы біз қорықпауымыз керек. Әлемде білім ең үлкен нарық. Гарвард болсын, MIT болсын, әлемдегі танымал университеттер. Мысалы, біздегі ең қымбат мектептер Хелибери, мысалы, ол бізге кеп пайда болған мектеп емес қой. Ол Ұлыбританияда сол бизнес
әлемде сіз егер мына мемлекетте ондай бизнеске жол бермесеңіз, баласына инвестиция салатын адам керек болса Ұлыбританияға барып оқытуы мүмкін. Өйткені білім ең үлкен нарық. Бұл нарықты шектеу, білімнің дамуын шектеу, ғылымның дамуын шектеу. Бұл нарыққа еркіндік беру керек. Ал мұғалімдердің даярлығы жайында сіздер бином және жеке мектеп қазбілім квалификацияда немесе жұмысқа алатын сәтте, оқытатын сәтте айырмашылық бар ма сіздерде? Айырмашылық бәріне мен сөйлей беремін, қазір анау біткенше обал болады. Бұл айырмашылық мынау ғой. Жеке меншік мектепте бағанағы мұғалімнің квалификациясын көтеруді, өрлеудің курсынан өткізу, спемнің курсынан өткізу, басқа да курстардан өткізу жұмыс берушінің мойнында. Яғни мен тарапынан өткізіледі. Ал мемлекеттік мектепте ол мемлекеттің мойнында. Айырмашылық осы. Сіздер жұмысқа қабылдаған кезде жаңағы айтылған дүниелерге мән бересіз бе? Яғни белгілі бір курстан өту керек, міндетті түрде ағылшынша, орысша білу керек деген сынды. Жалпы жеке меншік мектеп болсын, мемлекеттік мектеп болсын, олар жаңағыдай категория мәселесінде немесе курс мәселесінде ешқайсында не жоқ, оқымау керек деген мәселе жоқ, өйткені барлығына бірдей талап қойылады. Мысалы, жеке меншік мектепте лицензияны мемлекеттік мектеп сияқты дәл бірдей алады, және де аттестациядан өту мәселесінде де мемлекеттің стандарттарын толық жеке меншік мемлекеттік мектеп сияқты өтеді. Сондықтан ол жерде өзінің талаптары бар. Мысалы 35% категориясы эксперт мамандар болу керек, мастер мамандар, зерттеуші мамандар болу керек деген сияқты. Сондықтан да біз ол қараймыз міндетті түрде категорияларға, және де жұмысқа алу барысында мүмкіндігінше оны ескереміз, және де мектепте ол толық курстардан өткізіледі, және де мемлекеттің стандартынан бөлек курстар қазіргі уақытта бізде енді жүзеге асып жатыр. Жалақы жайында ше? Мысалы, мен мықтымын дейтін болсам, егер де өте мықты квалификациям жоғары ұстазбын деп есептесем, егер де мемлекеттік мектептен ұсыныс түсіп тұр, және жеке мектептен ұсыныс түсіп тұр, мен жалақы бойынша немесе жасалған жағдай бойынша мен қайсысына барам? Ол сіз екі жақпен де сөйлесесіз ғой. Мемлекеттік мектепте мемлекеттік стандартпен төлеуге міндетті. Сіз одан жоғары немесе төмен төлей алмайсыз. Ал жеке меншік мектепте жалақы төлеу құрылтайшының бекіткен нормасына байланысты. Сіздерде әдетте көп пе, аз ба? Мемлекеттік мектептен көп. Мысалы, бізде егер мұғалім ағылшын тілінен ешқандай категориясы жоқ, бірақ айлық 8 деген сертификат болса, мен шебердің жалақысымен төлеймін. Өйткені маған мықты маман керек. Маған 7-5 айлысы бар адам келетін болса, мен оған зерттеушімен төлеймін. Ал дәл сол маман ешқандай категориясы мемлекеттік мектепке баратын болса, ол қарапайым педагог дәрежесімен жалақы алады деген сияқты. Ал мемлекеттік мектептерде сақталуға тиісті нормативтер бар, мысалы, факультативтің төленетін, мысалы, факультатив сағаттың төленетін жалақы нормасы мен мемлекеттік стандарттағы міндетті сабақтың жалақы нормасы екі басқа. Жаңартылған бағдарламаны төлеу-төлемеу мәселесі. Мен, мысалы, факультативтің өзіне міндетті сабақтың стандартымен төлеймін, яғни жоғарырақ. Өйткені ол не? Мықты маман тартудың жолы. Ал жекеменшік мектептердің бәрі жоғары төлейді деген көзқараста тағы болмау керек. Мысалы, мен отпуск күні толық төлеймін, оздоровительный төлеймін, ал мүлдем төлемейтін жекеменшік мектептер келісетіндер бар. Сондықтан бұл жерде мен жалпы кез келген дүниені меншікпен өлшеуге қарсымын. Керісінше менеджментпен өлшеу керек. Менеджментке байланысты. Сіздерде осындай бір мәселе жоқ па? Мықты мамандар жеке мектепке кетіп қалады деген. Жалпы бізде мәселе бар ондай. Мысалы, бізде айтып жатырмыз ғой, жалақы мәселесіне келген уақытта, жалақыдан бөлек бізде жалақы мәселесі бізде мемлекеттік мектеппен тең жүреді ұстаздарымызда. Өйткені мектеп, мысалы, жекеменшік серіктестікпен бірлесіп жасалған келісім шарттың негізінде жасалған мектеп болғандықтан. Бірақ бұл жерде бір айта кететін мәселе бар. Біздің ұстаздардың дамуына ерекше кішкене көңіл бөлінеді. Даму дегенде, яғни жаңағы аталған пәндік курстардан бөлек шетелдік мамандардан білім алуға курс өтуге мүмкіндіктері бар. Мысалы, Мичиган университеті
біз білетін педагогикалық зерттеулерді терең жүргізетін сол университеттің профессорларынан біздің мамандар, ұстаздарымыз білім алуына, тәжірибе алуына мүмкіндік жасалған. Сонымен қатар жаңағыдай Гарвард университетін айтуға болады. Гарвард бизнес мектебіндегінің профессордың онлайн болса да білім алу мүмкіндіктері ашылып қойған. Осындай бір ұстаздың дамуына мүмкіндіктер жасалып қойған. Сондықтан да біздің ұстаздарымыз жаңағыдай кейде жекеменшік мектептерге, жалақысы сәл жоғары көтерілетін мектептерге кетіп қалу уайымдаймыз біз. Ондай оқиғалар орын алып жатыр негізі. Жаз уақытында ондай ұстаздарымыз кетіп қалып, кішкене ондай жағдайлар орын алады. Мықты маман болса тартып алғымыз келеді. Иә. Өйткені білім сапасы мұғалім сапасынан биік болмайды. Ал жүктемесіне байланысты ше. Мысалы, бұрын енді қағазбастылық деп айтатын едік. Қазір білмеймін, қаншама таныс мұғалімдер бар. Кешкісін 9-да 10-да хабарлассаң, компьютердің алдында отырады. Не істеп отырсың десең, есеп дейді, отчет дейді, басқа дейді. Қағазбен отчет тапсырумен компьютермен есеп тапсырудың, отчет тапсырудың қандай айырмашылығы бар, мен түсінбеймін соны. Ол енді шыны керек қағаз бастылық, өйтпесе компьютер бастылық деп айтатын дүние біріншіден мұғалімнің өзіне байланысты. Екіншіден мектептің басқару менеджментіне байланысты. Және де сол. Мысалы, мен мемлекеттік мектепте де директор болдым, жекеменшік мектепте де директор болдым. Мен мысалы мұғалімдерімде қағаз бастылық бар деп ешқашан ойламаймын. Егер ол ізденетін мұғалім болып, ертең өтетін сабағына байланысты компьютерді іздеп, мысалы, отырып жаңа дүниелер қарап, ақпарат технологиялар енді оқулық деген ресурс қана ғой. Ізденіп жатып, оны егер мен қағазбастылық деп санаса, онда мүмкін бар шығар. Ал қатыссыз қағаз жоқ. Тіпті мен өз басым мұғалімға сабаққа дайындал. Бірақ ана стандартпен қымызы жаз деп ешқашан талап қоймаймын. Сабаққа дайын бол. Қандай дайындаласың? Өзің шеберлігіңе мысалы. Сондықтан ол қағазбастылық деген нәрседе ол екі-үшті қарайтын дүние да. Сіздерде қалай? Қазір жалпы қағазбастылық деген мәселе ол автоматтандырылған көп мәселе. Өйткені мысалы күнделік платформасы арқылы білім сапасын, үлгерім барлықты жүктеп алуға болады. Және де бұрынғыдай бағдарламаның орындалуы деп Wordпен теріп отырмайды. Оның барлығы былайша айтқанда автоматтандырылған. Оны жаңағы Аекең айтқан сияқты мектептің менеджмент жүйесі егер автоматтандырса, сол жүйелерді мысалы бірден алу мүмкіндіктері өгізді бір қағазбастылық деген мәселе көтерілмейді. Кейде бізде бір кейбір рөлдердің сауатсыздығынан тұсас немене болып кетеді. Автомат түрде бәрі тұрған дүниені талап ететін қауым бар да енді. Мысалы, күнделік кезетте тұрған дүниені маған компьютерде теріп әкеп бер дейтін сияқты, әйтпесе шығарып әкеп бер деген сияқты. Ол енді белгілі бір деңгейде бір сауатсыз менеджердің, яғни менеджер деген басқарушы ғой, менеджер дегенде бізден хатшы емес, ол директор немесе орынбасардың жеке мәселесіне байланысты тұтас мектептеге кінәртуға болмайды. Жақында TikToktан көріп қалдым да, жас мұғалімдер ғой, жас ұстаздар мұғалім болып жұмысқа орналасып, түске дейін сабағыңды атқарып, түстен кейін бос болам деген кезде оңбай қателесіппін дейді. Яғни біз ойлаймыз ғой енді бізде түске дейін оқытады, өзінің бір жүктемесі бар, түстен кейін бос шығар мұғалімдер болып кететін шығар деп, немесе керісінше түстен кейін оқытады, түске дейін бос шығар деп. Оказывается, ондай емес екен ғой, түстен кейін де оқытады екен, оказывается, мемлекеттік мектептерде мысалы көбінесе сондай. Мемлекеттік мектепте дегенге қарсымын. Кейбір мектептерде деп айтуға болатын шығар, ол айтып едім ғой, бәрі менеджментке байланысты. Болмайтын жерден жұмыс тауып беретін директорлар бар, завучтар бар. Болмайтын, аналардың кіші біз қанбасыншы қазір, давайте, мынаны жазып тастасыншы дейтін бір. Ақыры бос отыр ғой деймін. Болмайтын бір жобалар жасап, бір болмайтын қағаздарға көміп тастайтын басшылар бар, немелер бар. Оған бола, бүкіл мектеп осындай екен ғой деген ақпарат қателік та. Екіншіден, жас маман деп айтып жатырсыз ғой. Ол сабақ деген дайын болғанда отырып іше қалатын келіншегін жасап қойған ас емес қой. Ол сабақ деген,
сабақ беретін адам тамақ жасайтын адам сияқты. Сіз тамақ жасау үшін де қаншама еңбектенесіз ғой. Ол алдыңызға пісіп келе қалмайды. Оның картоплын ашып, етін турап, қуырып, неғып істеуіңіз керек. Сабаққа дайындалу керек. Тура сол сияқты сен күніне 5 сағат сабақ бересің бе? Онда 5 сағаттың дайындығы болады ғой. Дайындап болғаннан кейін, тамақ ішіп болғаннан кейін оның ыдыс аяғын жуасың ғой. Тура сол сияқты ана сабақты беріп болғаннан кейін оның үй тапсырмасы, немнесі деген дүние болады. Талдау деген болады, сен білім сапасын талдау деген сияқты. Сондықтан біз түстен бұрын тек қана тамақ ішуге бардым екен деп қалатын, ол кафедегі ақша төлеп отырып ши салып кете салатын тамақ емес қой. Өйткені өзің сол үшін ақша алып отырсың, онда оның дайындығы бар, соңы бар. Ізденіске қатысты жаңа айтып қалдыңыз ғой. Ашық сабақтар өткізеді мұғалімдер, және қазіргі кезде талап етіледі екен ашық сабақтар АИ технологиялар арқылы, жасанды интеллект арқылы, немесе басқа да бір жаңа бір қосымшалар, платформалар шығып жатса міндетті түрде меңгеру қажет екен. Оны мұғалімдер, оны жастар меңгереді, түсінікті, үйреніп алады. Енді бірақ үлкен кісілер, бұрыннан бері келе жатқан кісілер, олар білмеймін, ондай балаларын қасына алып алады, компьютер түсінетін адамдарды алып алады. Кешірім сұраймын. Сен мектепте жүрсің ба? Сенің алдыңнан тағдыр өтіп жатыр да. Сен меңгермесең, сенің алдыңдағы бала меңгермей қалуы мүмкін. Ал алдыңдағы бала меңгермей қалса, ол болашақтың алдында таяқ жейді деген сөз, о бала. Сен біреудің алдында біреудің тағдырын өзгертетін салада жүріп, күзетші бола беруге болады. Есіктің көзінде таңертең отырасың, кешке жақын аман болса болды, кеттің, ешкім тағдырына қатысың жоқ. Ал білім саласы деген ол адамның тағдыры ғой. Мысалы, мен мұғалім ретінде, мен педагог ретінде сабақ беремін әлі. Мысалы, мен жиді меңгермеуім, мен балаға жасаған қиянатым деп ойлаймын. Өйткені мен оны меңгертіп, оны пайдаланғызып, виртуалды лабораториялар жасатпасам, ол мен қазіргі балаға ертең ана жиді меңгеріп, жиді тіпті меңгеріп емес, жиді жасап жатқан Американың, Англияның баласымен қалай бәсекелес болады? Бәсекелес болу керек қой. Біз бір аралда өмір сүретін дәуірден кетіп қалдық қой. Бізге Американың компаниялары келіп жұмыс жасап жатыр. Мысалы, Теңізшевройл жұмыс жасап жатыр бізде, деп қарайық. Теңізшевройлға Америкадан келген қызметкер бар, Қытайдан келген қызметкер бар, Ресейден қызметкер бар, Қазақстаннан бар. Егер ертең Қазақстаннан өз қызметкері 500 мың алады, Америкадан келген 5 миллион алады десе, біз намыстанамыз ғой. Сонда аналардың басы алтын бекен деп. Ол ана дағдыларды меңгерген болуы мүмкін да, мысалы. Ол кезде бізге қорлық қой. Сондықтан біздің балалар оны меңгеру керек. Сондықтан жаман келмей ма? Тапсыра қой да басқа салаға кете қой. Мен келген мұғалімға мынаны қоямын. Сұрақты? Директорға мына сұрақты қоямын. Өз мектебіңде өзіңнің балаңды оқытуға дайынсың ба? Ал мен мұғалімға осы сұрақты қоямын. Сен өзіңнің балаңа өзің сияқты ұстаз болғанын қалайсың ба? Егер өзіңнің балаңа дәл сен сияқты ұстаз қаламасаң, оны ұстаздықтан сен кете қой. Ал ізденіске байланысты жаңа менеджмент деп айтып жатырмыз ғой. Директор оған септесу, көмектесу, қосымша сабақтарға деген сынды. Жоқ, директордың міндеті көмектесу емес. Директордың міндеті шарт жағдай жасау. Жағдай жасау. Қолайлы шарт жағдай жасау. Қолайлы орта қалыптастыру. Директор сенің, ChatGPT-ге мен мұғалім тауып әкеп берейін, мынадан оқып ал деп емес. Мұғалім ізденем десе, компьютер ізденем десе. Яғни іздену ол мұғалімнің өзінен болу қажет. Оған ешкім көмектеспейді, яғни курс ұйымдастырып бермейді деген сынды. Жетектегі ит, жетектегі таза аң алмайды дейді ғой қазақ. Сен егер мұғаліміңді жетектейтін болсаң, тура сондай жетекке көнетін оқушы тәрбиелеп шығады ол. Өз ізденетін емес. Марс мырза келіседі деп ойлаймын, мына жерде мен толықтырып кетейін де, қосып кетейін. Или аяқтадыңыз ба, Саяке? Сөйлей бер, менен тартып алмасаң сөйлемейсің ғой. Сөйлемей қаласың, менен тартып алсаң. Мен анау жаңа айттық қой, іздену туралы мәселе. Осы жақында бір даму неден басталады деген бір пост жазғам. Өзім бір ойым ішімдегі. Даму, егер сен комфортты жағдайдан шығасың ғой, сол уақытта басталады екен.
өзім түйгенім. Бірақ енді ол барлық кітапта да жазған, енді барлық жерде белгілі ғой. Даму Бірақ тозаққа түскен кезде басталады. өзімнің бойымнан өткізген кезім даму сол комфортты зонадан шыққан уақытта екен да. Яғни ұстаздың комфортты зонадан шығу уақыты қашан дейтін болсақ, ол жаңағы ашық сабақ дейміз, бір конференция дейміз. Ол ұстаздың бір адамдардың алдына шығуы екен да, адамдардың алдына шығуы. Яғни ұстаздардың ең уайымдайтын кезеңі мына мектеп басшысы емес, завуч емес, өзінің әріптестері оның сабағына келіп қатысып, содан тәжірибе алайшы деп келген уақытта жаңағы ұстаз екі есе дайындалады екен, екі есе ізденеді екен. Ашық сабақтарды Кейде біз ашық сабақты дұрыс неғылмай жатамыз ғой, жаңағыдай ол қиналы, ашық сабақтан адам қиналады. Бәрінің дүниесі мақсатынан айырылып кетуде да. Біз ашық сабақты кейде театрланған қойылым қылып жіберіп жатырмыз. Ашық сабақта сенен бүгін ертең мұғалім келіп, мынандай мұғалімдер де бар ғой. Ертең мен ашық сабақ беремін деп оқушылар келіп айтатын. Сенен мына сұрақты сұраймын. Бәрін қол көтеріп. Қазір Айеке, жоқ, негізі Айеке, қазір меніңше соңғы осы бір 5 жылда мен түсінгенім бойынша көбінесе балаларды дайындау деген мәселе, мысалы да, ертең ашық сабақ болады, мына сұрақты қоям деген нәрсе енді аз сияқты, жоқ сияқты деуге болады. Жалпылама мүмкін айтатын. Өзіңнің терезеңнен қарамасайшы, бүкіл Қазақстан басқа бөлігінде бар дейсіз, басқа бір белгілер мектептерінде. Енді бұл жерде бір мәселе айтып кетем, жаңағы айттым ғой, бәрібір ұстаздың дамуына әсер етеді. Мейлі ол оқушыларды дайындап қойсын, мейлі ол оқушыларға сұрақ қоям деп айтып қойсын, бірақ ұстаздың кешегі күннен бүгінгі күнге деген дайындығы бір сөйлем болса да, бір кітапты ашса да, бір статья оқыса да, бір ой түйеді бәрібір. Өйткені ол ертеңгі күнгі болатын шараға дайындалады. Сондықтан бұл жерде ұстаздың дамуына бәрібір театрланған көрініс болса да әсер етеді деп ойлаймын дамуына. Ал сіз осы тұрақты даму дегенді 50-ден 60-тан асқан мұғалімдерге қалай түсіндіресіз? Енді жастар түсінікті, олар алып кетеді ғой енді. Ал 50-ден 60-тан асқан кісілер? Алдында бір кісіні естідім, 93-те жасы. Менің бір мақсаттарым бар деп өзінің мақсаттарын айтып жатыр да. Кім айтты? Президент айтты ма? Кім айтты? 73-тегі адам болашаққа кетті деген әңгімені. Сол сияқты меніңше жаспен шектеу деген мәселе жаңағы АИ, жасанды технология, жасанды интеллект, платформа дегендерді меңгеруге қатысты айтып жатқан ғой. Бәрібір қиын болады ғой кісілерге. Жоқ, керісінше. Енді мен мысалы тек адамның жасына, жынысына, қазір жас пен жыныстан көп нәрсе шығып кетті ғой. Олай шектеуге болмайды. Шектеуге болмайды. Ол іздене ма? Үлкен кісілерден де ерте үйреніп алатындар бар. Әрине құмға басын тығып алып жатқысы келетіндер де бар. Біздің ата-аналар, әжелер, аталар алып кетеді балаларын, сабаққа алып келеді, алып кетіп жатады. Кәдімгі чаты бар. 75-тегі, 73-тегі, 70-тен асқан кісілердің өздерінің сыныптастары, басқа көршілер деген сияқты өздерінің чаты бар. WhatsApp-та ана жерде жаңағыдай TikTok-тармен бөлісіп, яғни цифрлы өзіне қажет дүние болатын болса, ол меңгеріп алу мүмкіндігі ол жасқа ешқандай шектелмейтін сияқты меніңше. Түсінікті. Оқушыларға келетін болсақ, олар жеке мектеп пен мемлекеттік мектептің арасынан қандай айырмашылық сезінуі тиіс? Бассейн мен 4 уақыт тамағынан басқа. Жоқ, жерде жалпы мен кез келген нәрседе меншікке бөліп қарастыруға қарсымын. Осыны түсіндіріп беріңізші, қалай? Жаңада естідім сізден осы меншікке бөліп дегенді. Мысалы, мемлекеттік мектептің ішінде де мынандай мектептер бар. Мықты. Және мынандай мектептер де бар. Мен баламды ешқашан есігінен қаратпайтын едім дейтін мектептер бар мысалы. Ал жекеменшік мектептердің ішінде де мынандай мектеп бар. Дәл солай мынандай мектептер бар. Ол меншікке дым қатысты емес. Менеджментіне байланысты. Директордың ұстанып отырған саясаты мемлекеттік мектепте не? Тыныш болсын. Сен тыныш, мен тыныш, оқымаса қойсын. Әйтеу осылар аман болсыншы деп отыратын болса, немесе менің креслом аман болсыншы. Оқымаса қойсын. 4 пен 5-ін қойып беріңдер да, жіберіңдер. Күл болмаса біл болсын деп отыратын болса, онда ол ешқандай мектеп емес негізі. Бірақ ондай мектептер бар. Тура бағанағы жекеменшік мектептерде де. Жаңа оқушы мысалы мемлекеттік мектептен келдім делік, ауыл аймақтан келдім делік. Ауыл аймақ емес, осы Астананың ішінде бір мемлекеттік мектептен келдім. Одан кейін барып 7-8 сыныпта барып жеке мектепке ауысты делік.
қандай өзгеріс байқадың балам деген кезде ол не деп жауап беру керек, қандай өзгерісті байқау керек, қалай ойлайсыз? Бағанағы өзгеріс қой, ол мемлекеттік мектепте деп сен балаңды дамытқың келсе, таңертең мектепке түстен кейін қосымша білім беру орталығына немесе үйірмелерге, спорт секцияларына тасисың. Ең алдымен баланы байқайтын жер соның бәрін бір жерден алдым ғой. Соның бәрін бір жерден алдым. Арасында мені шопыр тасып жүрмейді, немесе мені сіз жүгіріп кеп тасып жүрмейсіз. Соның бәрін бір жерден алдым деген дүние. Екінші дүние, жекеменшік мектептерде қанша айтқанмен бір сыныпта оқушының саны аз, мұғалімнің көңіл бөлетін уақытының көп бөлінуі. Мысалы, мен мемлекеттік мектепте де істедім, бір сыныпта 35 оқушыға дейін болды. 35 оқушыны 45 минутта сұрап болумен, қазір мысалы менің мектептерінде, Қазбілім ұлттық лицейінде бір сыныпта 18 оқушы. 18 оқушыға 45 минутта бөлу екі басқа дүние. Бала бұның бәрін сезінеді. Сосын мемлекеттік мектепте бағанағы өтілмейтін сабақтар. Қажет емес сабақтарды айтып отырсыз. Қажет емес деп айтуға келмейді. Өтілмейтін деген ол? Мысалы, мемлекеттік стандартта жоқ сабақтар. Мысалы, бізде жазу өнері деген пән бар. 7-8 сыныптың баласы. Ол эссе жазу, шығарма жазу, кәдімгі кәсіби тұрғыда үйретеміз. Ал мемлекеттік мектепте стандартта ол дүние жоқ. Бағанағы айлысқа дайындық. Біз 9-11 сыныпта айлысқа дайындықты міндетті пән ретінде оқытамыз. Ал мемлекеттік мектепте оны ешкім үйретпейді, ол барып айлысқа дайындалу үшін центр іздейді. ұбт-ға дайындық. Біз ұбт-ға дайындық жүргіземіз. Мемлекеттік мектеп ол мемлекеттің стандартымен ғана жүреді, болды. Артық сағаты жоқ. Мысалы, мемлекеттік мектепте ол аптасына 10-11 сыныпта 2 сағат химия оқуы мүмкін, 2 сағат биология оқуы мүмкін. Мына кісілерде мысалы мемлекеттік стандарт бойынша. Ал бізде ол 6 сағат химия, 6 сағат биология оқиды. Яғни болашақ мамандығына қарай. Осындай өзгешеліктер көп. Келісесіз? Жалпы мемлекеттік мектеп, жекеменшік мектеп, жаңағы Аякеңмен тоже меншік иесіне меншікке бөлу деген мәселеге тоже қарсымын да. Мысалы, оны бөле алмаймыз бәрібір. Бірақ бір нәрсені білем, мектептің бірінші өзінің бір концепциясы болу керек. Даму бағыты, жалпы қай жаққа бара жатыр мектеп, қандай нәтиже күтеді, және де мектептің миссиясы болу керек та. Ол бір миссия деген бір тізесі шығып кеткен бір әңгіме болуы мүмкін, бірақ дегенмен де ол миссияны егер ата-ана, оқушы, ұстаздар болып, бүкіл ұжым болып, ол миссияны құрып, сол миссияның негізінде жұмыстанатын болатын болса, ол мектеп меншігіне қарамастан, ол қандай мектеп болса да, ол ауылда орналасқан мектеп болуы мүмкін да, ресурстары, мүмкіндіктері шектелген. Бірақ ол мектептің басқаруы, жаңа айтып отқандай, менеджменті, басқару жүйесінде өзгерістер болатын болса, миссиясы, концепциясы анықталатын болса, ол мектеп мүмкіндігі зор, елордалық мектептен де озып кетуі мүмкін да. Мысалы, нәтиже бойынша, көрсеткіш бойынша. Қалай анықтауға болады? Мысалы, мен ата-анамын, бірінші қыркүйек жақындап қалды. Қалай анықтаймын мен қайда беретінді? Қандай факторларға сүйенемін? Ең алдымен бізде мектепке барған кезде, мысалы, мектептің бағдарламасы не? Менің балам 7 сынып, мысалы, не оқиды? Қандай оқиды? Мысалы, мемлекеттік стандарт, егер ата-ана сауатты болса, мемлекеттік стандарт оқу-ағарту министрлігінің Алтын сарин академиясының сайтында ілулі тұр. Сағатымен, бәрімен. Ал енді осыдан басқа менде не бар? Енді сіздің балаңыз 6 жыл мектепте оқыса, сіз білесіз 6 жыл мектепте не оқитатынын. Осы одан артық дүние, қандай дүние бар? Қалай іске асады? Бұған дейін шығарған шәкірттеріңіз қандай? Және қазір бізден жекеменшік мектептердің ең үлкен бір жұрттың сынына қалып атқан дүниесі бағанағы кім көрінген мектеп ашып кетті деген дүние бар ғой. Мәселе сол мектептің оқу программасын, концепциясын кім жасап отыр? Иесі кім деген дүние. Кәсіби жасап отыр ма, әлде бейкәсіби жасап отыр ма? Оны сөйлесу арқылы бәрін білуге болады деп ойлаймын. Ал ұбт көрсеткіш пе? Мысалы, осынша адам алтын белгіге бітірді деген сынды дүниелер. Енді әр мектептің жаңа айтқан жоғарыдағыдай өзінің жалпы мақсаттарына, міндеттеріне байланысты нені қояды? ұбт-ны егер өздеріне басымдық ретінде қоятын болса, мысалы біз түлектеріміздің қандай болып шығуы, түлектің моделін біз құрамыз. Яғни біздің түлек мектептен қалай болып шығу керек деген біздің ойымызда бір не бар, сурет бар. Яғни біз ол ұбт-ға басымызда ортамыз деген сөз.
яғни біздің ұстаздар, біз ұбт нәтижесіне қараймыз, оқушыларымыздың қандай университеттерге түскенін қараймыз. Яғни ол бізге қажет сұрақ, басымдықтардың бірі ретінде. ұбт бәрібір көрсеткіш ретінде қарау керек. Неге? Өйткені мемлекеттік жоғары білімге грант иеленудің ең үлкен тетігі ғой, массалық тетігі. Иә? Енді сен өнім шығарған адам ретінде, яғни сен түлек деген сенің өнімің ғой. Оның қанша пайызының грантқа түскені және қандай университетке грантқа түскені саған қызық болмаса, ол алғы ұбт көрсеткіш емес, ол баланың білімін анықтай алмайды, айтады, бүйтеді дегеннің бәрі ақтап алатын сылтау ғана. Яғни маңызды. Маңызды. Мысалы, сенің балаңның 11 жыл оқып мемлекеттік грантқа жетпесе, мен мемлекеттік грантқа деп айтпаймын, мысалы мен өзім ойлаймын, сол өз мамандығынан топ университетке түсуі маңызды деп ойлаймын, өйткені балаңыздың болашағы. Қызықты оқиға айтайын. Біздің оқушыларымыздың, түлектеріміздің баратын орталықтарына біз хабарласамыз. Мына бала неге өспей жатыр? Мысалы, ондай жұмыста жүріп жатады бізде. Кәдімгі мысалы зерделі орталығы, қазбілім орталығы деген сияқты бізде ақпараттар бар қолымызда. Біздің әр оқушымыздың баратын мысалы. Сол баратын орталықтарда егер баламызда өсу болмаса, аралық ұбт-лардан біз хабарласамыз, орталықтарға шығамыз, барамыз, мәселе көтереміз мысалы да, не үшін барып жатыр бір бала деген сияқты мысалы да. Енді яғни біз үшін маңызды ол сұрақ бәрібір ол. Ана юмористтің әңгімесі есіме түсіп отыр, естеріңізде ме? Маған орысша, маған ата-ана маған мұғалім хабарласады дейді. Неге балаңыз нашар оқиды деп менен сұрайды дейді. Мен айтамын, мен сол сұрақты сіздерге қоямын дейді. Мен ата-ана ретінде өзімнің қызметімді атқардым, киіндірдім, қарны тоқ, сіздерге жібердім. Неге балам нашар оқиды деп неге менен сұрап отырсыздар? Мен сендерден сұрауым керек қой дейді. Ол қазір жеке мектептердің саны көбейген сайын ол актуалды болған секілді осы бір әңгіме. Қайта керісінше ата-ана яғни жауапты ма жеке мектепке баратын ата-ана, баласы жеке мектепке барады. Ол оқу үлгеріміне жауапты ма өзі? Мен осы жерде жауап беріп кетейінші Айка, болса рұқсат. Мына мысалы Джон Хетти деген австралиялық ғалым бар. 130 мыңға жуық зерттеу жасаған. 250 миллионға жуық балаларды зерттеген. Жалпы оның зерттеуі негізгі тақырыбы білім сапасы қашан артады? Білім сапасы қандай жағдайда артады? Оқушының оқу сапасына әсер ететін не деген факторларды іздеген. Соңғы осы 30 жылда. Сол әсер ететін факторларды жазып шыққан. 70 па 80 фактор бар әсер ететін. Сол әсер ететін факторларды бөлген. Ең қатты әсер ететін, ең аз әсер ететін, жеңіл, орташа деген сияқты. Сол әсер ететін факторлардың бірі ата-ананың баланың білім сапасына, баланың яғни біліміне араласуы кәдімгідей үлкен әсерін береді екен. Егер ата-ана баланың біліміне араласпайтын болса, оның оқып жатқан дүниесіне кіріспейтін болса, ол ешқандай эффект бермейді. Енді тағы бір мысал, Ирландия оқу сауаттылығы бойынша 2-ші орында тұр 2021 жылы Пирлста. Неге дейтін болса, 8 жыл бұрын олардың нәтижесі төменетін зерттеу бойынша. Олардан сұрап келген уақытта ең жасаған 4 дүние бар дейді, соның ең бір дүниесі ата-анамен жұмыс дейді. Яғни ата-ананың мектепке белсенділігі. Егер ата-ана мектепке белсенді қатысатын болса, ата-ана баланың біліміне уайымдайтын болса, араласатын болса, білім сапасы артады дейді. Ол енді мен емес, бүкіл зерттеулер оны айтып жатыр да. Яғни ата-ана баланың білім сапасына тікелей әсер етеді. Әрине, ұстаздың, жаңа Джон Хетти айтып кетеді, ұстаздың стаж әсер етпейді. Стаж әсер етпейді, әдіс әсер етеді. Ол жас маман болуы мүмкін, оның әдісі әсер етеді. Екінші мәселе, бала сұрақ қоя алса, білім сапасына әсер етеді. Деген сияқты бір 70-80-ді көрсеткен, соның ішінде мысалы ата-ананың әсері. Енді ең үлкен әсер ететін нәрсе ол сенім дейді. Яғни ата-ананың балаға сенуі. Ең бірінші мәселе ата-ананың балаға сенуі екен. Егер баланың біліміне, сапасына ата-ана сенетін болса, ұстаз сенетін болса, баланың білім сапасы артады екен. Сондай бір зерттеулер бар екен. Ал сіздерде қалай және сіз қалай ойлайсыз? Сандуғаш тілімге өкіп кетті. Су бар ма, рұқсат? Су бірдеме ұзақ сөйлесетіндерің бар. Жалпы мен бұл мәселеге екі түрлі бағыттан қараймын.
Бірінші бағыт. Ата-ана мен міндетімді орындап жатырмын деу, ол ата-ананың міндеті тойдыру, киіндіру емес. Ол мал емес қой. Қарын тойдырып байлап қойсам тұра береді дейтін. Жоқ. Ең алдымен адами қарым-қатынасы. Баламен адами қарым-қатынасы маңызды. Енді мен екі дүниені басып қараймын да. Бірі, баланың біліміне толыққанды мектеп жауап беру керек. Себебі баланың біліміне мектеп жауап беру керек. Себебі әрбір ата-ана педагог емес. Әрбір ата-ана жоғары білімді емес. Әрбір ата-ана психолог емес. Әрбір ата-ана әрбір пәннің маманы емес. Ал мектепке мемлекет бюджет бөліп отыр. Мемлекеттің болашағын оқытатын маман деп, физикаға физиканы үйретеді, химияға химияны үйретеді деп, кәсіби маманды грантпен оқытты, немесе шарт жағдай жасап университетте оқытты. Яғни бір баланың, болашақ баланың дамуына мемлекет маман дайындады, ол маманға жалақы берді, оқытты. Ол маманның ол білім сапасына жауапкершілік беру міндеті. Бізде екінші дүние бар, мұғалімдер ата-анасы жауап бермей ма, оның бәріне мен қалай жауап беремін? Менің балам емес қой, оқыса өзінің баласы деген сияқты. Жоқ, сен айлық алып отырсың ғой сол үшін. Сондықтан ал екінші дүние бар, тәрбие мәселесі. Біз тәрбиенің өзін мектепке ысырып тастаған қауымбыз да, бағанағы мен тойдырдым, не қылдым, енді оқыт өзің тәрбиеле деген сияқты. Ал тәрбие мәселесіне мысалы мен мектептегі ата-аналарыма айтам, біліміне 100% мен жауап беремін. Толық уақытында әкелесің, уақытында алып кетесің, сабақтан қалдырмайсың, үй тапсырмасын қадағалайсың. Яғни үй тапсырмасын орындауына шарт жағдай жасап бересің. Ал тәрбиесіне кемінде 50-50 бөлісіміз керек. Өкінішке орай, қазір баланың тәрбиесіне мүлдем қарамайтын ата-аналар да бар. Әртүрлі сылтау айтады. Мен жұмыстамын, айтамын, жоқ, ол ақтамайды. Баланың тәрбиесіне белгілі бір деңгейде ата-ана жауапты. Бағанағы тәрбие деген ол тойдыру, киіндіру емес, бірден айтайын. Тәрбие менен үлкен сыныптарға тренинг көп өткізем. Сол кезде балалардың кейде жеке сұхбат өткізіп не істесең білесің ба? Балалардың мен ешкімге керек емеспін. Мен сырласатын ата-анам жоқ. Менің үнімді тыңдайтын ата-ана жоқ деген дүниелерді көбірек естисің. Неге? Өйткені мен саған ақшаны төледім, киіміңді алып бердім, енді жақсы оқ. Жақсы оқысаң айфон алып беремін, жақсы оқымасаң айфон жоқ. Деген сияқты материалдық қарым-қатынастар бағана сенім деп отыр ғой, оның бәрін әсер ететін дүние. Үй тапсырмасын қазір үйде орындай ма балалар? Жеке мектепте. Үйде орындайтын жеке мектептер бар. Жалпы сізде әкелесіз де жеке меншік мектепте бір тас қарайса жоқ. Үй тапсырмасын беретін жеке меншік мектептер бар. Бермейтін жеке меншік мектеп. Сіздерде қалай? Бізде бастауыш сынып біз береміз, мектепте отырып орындайды, үйге жаттау бірдемелер береміз. Ал 5-11 сынып толыққанды үйде орындайды. Өздері. Себебі адам өзіне жауапкершілік алып, өзімен өзі отырып үй тапсырмасын орындау керек қой. Жарайды, бастауыш сыныпта ойын баласы деп қарайсың. Ол бала өзіне болса, ертең ұбытын жалғыз өзіп тапсырады ғой. Ол біреу көмектеспейді. Назарбаев зияткерлік мектебіне тапсырса да, білім инновация лицейіне тапсырса да, немесе SAT тапсырса, өзімен өзі тапсырады. Сондықтан адам өзімен өзі жүк алып орындау керек. Мынандай дүниелер бар, мен енді баяғыда күліп қарайтын, үй тапсырмасын орындап береміз дейтін орталықтар. Ол үй тапсырмасын орындап береміз деп айтатын орталықтарға мен кейде қалжыңдап айтам. Сен кейін баланың үй тапсырмасын орындап бересіңдер, бірақ кейін баланың қатын баласын бағып бересіңдер ме деп. Біреудің отбасында бағып беретін шығар. Өйткені оның өзі істеуге тиісті жұмысын сен істеп отырсың. Есебін шешіп беретін ата-аналар да көп қой. Үй тапсырмасын орындап беретін. Өкінішке орай, ол балаға жаны ашымау. Мен айтамын, бала өзі орындау керек, қате орындаса да. Мысалы, мен образ түрде тағы салыстырғым келеді. Сіз егер тек қана екі кейіспен жүрсеңіз, қаланың адресін ешқашан жаттамайсыз. Өйткені сізде екі кейіс оңға бұрыл, солға бұрыл деп бұрып жүреді. Ал сіз бір-екі рет адассаңыз, кез келген ол адасқан мекен-жайды жаттап аласыз, шатаспайсыз.
тура үй тапсырмасын өз орындау деген сөз бағанағы адасып көру, чатасып көру. Ал біреу орындап беру деген сөз бағанағы екі кейіспен жетектеп жүріп болды. Өзіңіз айтқан орталықтар мен ұбт-ның мәселесін бір қорытындылау жіберсек. Менде сұрақтар бар. Мен 2013 жылы бітірдім мектепті. Өйтіп бітірдім. ұбт бізде негізгі мерейлі еді. Мектептің де, мұғалімнің де, баланың да. Сондықтан 11 класста біз 5 қана пәнді оқыдық. Негізі жаңағы шартты күйінде жазылып тұрады, біз дене шынықтыруға бар жатырмыз, басқасына бар жатырмыз деген секілді, бірақ біз математика оқып отырамыз. Күнде 4-5 рет деген сынды, аптасына бірнеше мәрте. Қазір сондай дүние бар ма? Және ұлттық бірыңғай тестілеумен айналысатын нелер бар ғой жаңағы? Орталықтар бар ғой. Солардың жұмыстары қазір қызық болып кетті. Машина береді деген сынды бір ерекше мотивация пайда болған секілді. Соның барлығына сіздің сіздердің көзқарастарыңыз қандай білейін дедің бе? Қазір қалай ұбт-ны тапсыру? Негізгі мерейлі ма мектептің, әлде ол бір қосымша фонда тұрады? 2017 жылы бағанағы ұлттық бірыңғай тестінің нәтижесіне жауап бермейді деген бұйрық шыққаннан кейін 90-95% мектеп ұбт-тан не болсаң сол бол араласпайды. Араласатын мектептер бағанағы Марс мырза айтып отыр ғой, біз баратын орталықтарына сұраймыз, нәтижесін сұраймыз, пробный тесттер сатып алып балалардан арасында алып тұрады деген сияқты, деңгейі қалай өсіп жатыр ма деген сияқты. Кәсіби бағдар жұмыстарын араласады, олардың мамандық таңдау, университет таңдау деген. Араласатын деңгейде негізінен осылай. Ал бірақ бағанағындай 5 пән оқытатын жекеменшік мектептер бар. Тек 5 пән оқытады. 10-11-ді алып барасың, 5 пән оқытады. Бірақ бұл балаға жасалған қастандық. Былтыр бір ата-ана келді маған. Балам Еуразия ұлттық университетіне биотехнологияға түсті. Сондай 10-11-де 2 жыл тек 5 пән оқытатын мектепте оқығанбыз дейді да. Бірақ бірінші курстан біз ұшып кеттік дейді. Не болды десем, біз математика оқығанбыз жоқ, математикалық сауаттылық қана оқығанбыз. Мына жақтан математика шықты, ағылшын 2 жыл оқымағанбыз, орыс тілін оқымағанбыз, ақпарат технология оқымағанбыз. Соның бәрі бірінші курста алдымыздан шыққан кезде түсіп тұрған грантымыздан айырылып қалдық дейді да. Мен айтамын, ұлттық бірыңғай тест ол өмірдің соңы емес, ол одан өтіп кетсек болды, бәрі шешіледі дейді. Сондықтан да біз мектепке қойған кезде, концепцияны қойған кезде, бағана айтып отыр ғой, миссияны қойған кезде, ең бастысы бәсекеге қабілетті тұлға тәрбиелеу мәселесін алдық та. Яғни ол университетке грант жеңіп алып түскеннен кейін де өз ортасынан оқ бойы озып шығып отыратын деңгейде болу керек. Бағанағы біз айрылысқа дайындық неге қойып жатырмыз? Ол мысалы Астана IT университетіне түсу үшін сен ұбт-дан ақпараттық қауіпсіздік деген мамандыққа түсу үшін мысалы Астана IT университетіне ұбт-дан 125 алып тұрсаң да ағылшының 0 болса, олар алмайды. Неге? Сен бүгінгі заманның бәсекесіне дайын емессің, өйткені ағылшын тілін білмейсің деген әңгіме да. Сол үшін біз ақпарат технологияға баратын болса да айлықты міндетті түрде басып өтіп, ертең дайын болсын. Мысалы, СДУ университеті. Еліміздегі мықты университет, мысалы, топ университеттер. СДУ мысалы ағылшын тіліне талап қойып отыр. Сен мынандай деңгейден аспасаң, онда мынандай курсқа қатысасың деп. Сіздерде қалай ұбт-ға дейін? Ал енді бағанағы аяқтай салайын. Орталықтарға байланысты. Орталықтарға байланысты да бағанағы машине береміз, анау береміз дегенді көріп қалдым. Деген дүние ол маркетинг. Ол оқушы жинаудың әдісі. Оқушыларға кері әсерін тигізбей ме ол? Кері әсерін тигізеді. Өкінішке орай бұл маркетингтің әсері, мысалы, жаңа жылды Дубайға барып тойлап келеміз, бітіру кешін Бурабайда тойлаймыз, Көлсайда тойлаймыз деген сияқты дүниелер оқушыларды бұзып жатыр. Қай жағынан қалай бұзады? Өйткені балаларды неғұрлым жеңіл дүниеге, жеңіл нәрсеге еңбектенумен емес, ана жерде анандай той болып жатыпты, не істеп жатыпты. Мысалы, сондай маркетингмен машина береміз дейді да жинайды, мысалы, 10 000 түлек жинады, 10 000 оқушы дайындады. 10 000-ның ішінен басыңды тау құрсаң да, тас құрсаң да, ештеме оқытпасаң да 130-дан асатын
10 оқушы шығады 10 мыңның ішінен. Ал сол 10 оқушының нәтижесін көрсетіп, міне біздің балалар 140 алды, машина береміз деген сияқты дүние, ол жай ғана адамдарды манипуляция жасауда. Ол кейін сол мэрске қол жетпей қалған немесе 140 балды алмай қалған оқушыларға да кері әсерін тигізетін сияқты деп ойлаймын мен. 140 балл Жете алмай қалдым. 140 балды, мысалы мен енді білім беру орталығын ашқан адаммын ғой. Білім беру орталығында жүрген кезде жақсы балдардың алды, жыл бойы бір 6-7 курсқа дейін барып тастайтын балалар бар. Екі мұғалімнен қатар оқып жүретін балалар бар. Сосын нәтиже шығарған кезде де байқаймыз. Мысалы жыл бойы бізге не қылды, бір орталыққа барып, бір апта оқыды да, ұнатпай кетіп қалды. Мына жақтан біз жыл бойы жұмыс жасап, ол 135 плюс алды. Ана ұнатпай кетіп, бір апта оқып кеткен мектеп, ол оқушының нәтижесін орталық қосып салып қояды да. Міне, біздің балалар андай алды. Оның бәрі маркетинг қойды. Маркетингке алданбау керек деп ойлаймын. Түсінікті. Сіздің ойыңыз? Мен толықтырып кетейін, тағы да жаңа ұбт-ға байланысты сіздердің мектептеріңіз қалай, көзқарасы қалай, дайындай ма, Мерила 100% соған дайындаймыз деген секілді бір фактор бар ма? Жаңа сөздің басында айтып кеттім ғой, біздің түлектердің біз күтетін суреті бар. Яғни бізден түлектер қалай болып шығу керек, біздің мектепке қалай кіру керек, және біздің мектептен қалай шығу керек. А нүктесі, Б нүктесі деген сияқты мектептен шыққан уақытта қандай дағдыларды меңгеріп шығу керек. Және де қазір әлемде дағдыларды меңгерген адамдар бәсекеге қабілетті болатындығы анық. Өйткені функционалды сауатты оқушы көбейту кестесін жаттаған немесе бір формула жаттаған емес, соны өмірінде қолдана алатын оқушы біз жетістікке жеткен оқушы деп есептейміз. Сондықтан да жаңағы тек 5 пән емес, біз мемлекетте ұсынылған барлық пәндерді және де одан сыртында тыс қосымша пәндерді өткіземіз. Енді біз ойлаймыз, кем дегенде жаңағы барлық пәндер баланың дағдысын қалыптасуына әсерін тигізеді. Ол қандай? Ол 10-11 сыныпта оқыған уақытта жаңағы ол бір жаһандық құзыреттілік пәні болсын, немесе ол бір дене шынықтыру пәні болсын, ол жерде бала 10 мен 11-де ұстазбен қарым-қатынаспа, баламен қарым-қатынаста бір тақырып мәселесінде ол өзіне қателіктер жасау арқылы, бір тәрбие арқылы, немесе өзіне бір бағытталған бір сұрақ, немесе өзінің бір көңілі түсетін мәселелер арқылы эмоциялық деңгейде ол жаңағы пәндерді өзінен өткізеді. Ал яғни өзінен өткізу арқылы ол бала ертең үлкен өмірге аттанған уақытта жаңағы біз керек емес шығар, керек емес қой, көп пәндер дейміз ғой, сол пәндерде алған нақты бір формула емес, сол пәндерді алған бір өмірлік сабақтар болатын болса, ұстаздан естіген бір өмірлік бір кеңес болса, немесе ұстаз оған тиіссе, сен лайықты емессің мына бағаға деген әңгіме оның бір жаңағы эмоциясына әсер етіп, оның ертең университетке барғанда сондай бір қиын сөздерді жеңіл қабылдай алуына мүмкіндік жасап беретін болса, жаһандық құзыреттіліктің пәні кем дегенде неге ол артық болуы мүмкін деген мәселе бұл жерде. Яғни оның дағдысының қалыптасуына кем дегенде әсер етсе, мен оны қолдар едім. Сондықтан да бізде қазір мемлекеттік берілген стандартты біз толық орындаймыз, ештеңені қысқартпаймыз. Барлық сабақтар өз деңгейінде толық өткізілді. Өйткені дене шынықтырудың өзі ол зерттелген, кемінде аптасына 3 рет бала жаттығу керек. Өйткені жаттықпаса оның миы демалмайды, басқа деген сияқты таңнан кешке дейін. Екінші мәселе жаңағы оқу орталықтарын мен қалай енді былай разы болам дейді ғой, енді риза болам. Өзімнің ғана субъективті пікірім. Жаңа Джон Хеттиге келем. Джон Хетти айтады өзінің зерттеуінде. Сіздер дейді, үлгерімі төмен оқушылардың үлгерімін көтерсеңіздер, сол кезде сіздердің еңбектеріңізді мойындауға болады дейді. Үлгерімі жоғарғы, алғыр, зерек, оқушыны оқытып, оған білім беріп, соның балын өсіргенде, 140-қа, 130-қа жеткізгенде, ол сіздің еңбегіңіз шамалы. Оқу орталығының да еңбегінің шамалы, басқа жердің. Өйткені ол бала өз оқып алады дейді. Яғни баланың зеректігі, баланың білімінің жаңағы игеруінің жылдамдығы мықты болған сайын, оның білім сапасын арттырып атқан орталықта, оның білім сапасын арттырып атқан мектептің де еңбегі аз деп айтар едім. Еңбек қашан бағаланады? Егер ұпай саны төмен болатын болса, мен жаңа жоғарыда айттым ғой, ұпай саны төмен оқушыларды әдейі аламда қараймын мен. Мына орталықтар осы баланы шығара алды ма? Осы балаға мүмкіндік жасай алды ма? Яғни ол орталық мүмкіндік жасай алса, ол орталықты еңбегін, жұмысын, немесе ол мектептің еңбегін, жұмысын бағалауға болады.
Сіздерде анда жаңа айтып отырсыз ғой, тексереміз деп, қайда барады, не істейді деген сынды. Сіздерде бар ма? Мына орталыққа бар, немесе мына орталыққа барма деген сынды ұсыныстар айтыла ма? Біз ондай жасай алмаймыз. Біз мектептен өзіміз команда құрғанбыз. ұбт-ға дайындық командасы. Өзіміздің ұстаздардың уақытын қараймыз, оларға бір өтініш айтамыз деген сияқты. Олар енді андай қоғамдық жұмыс ретінде. Ол жерге мысалы мүмкіндігі жоқ, ата-аналар мүмкіндігі жоқ балалардың қатысу мүмкіндігі бар. Оған бір 50 бала келмейді, 10-15 бала келеді, қатысады. Егер жаңағыдай орталықтарға 100 мың теңгелеп, 70 мың теңге, 150 мың теңгелеп төлей алмайтын ата-аналарға мемлекеттік мектептер, біз сияқты мектептер мүмкіндік жасап қойған деп ойлаймын. По крайней мере, біз мүмкіндік жасап қойғанбыз сондай мысалы. Ал оны біз ұсына алмаймыз мына университетке оқу орталығына. Бізде сосын бағана қысқартып тастауға байланысты мынандай түсінік бар да бізде. Синус косинус оқыдық қой осы. Өмірге дымға керегі жоқ болған жоқ. Деп ше? Өте үлкен қателік қой. Иә, оның өзінің орта білім стандартын жасағанда, орта білімнің ең үлкен стандарты не, балабақшаның ең үлкен стандарты не, оның стандартын жасап отырғандар алдына қандай миссия қойды. Бұл дүние орта білімдегі көп нәрсе адамның миының клеткаларының жұмыс істеуін қамтамасыз ету. Сенің миыңның бұлшықеттерін, сенің тек қолыңмен ештеме істемей өмірді, тек аяғыңмен істейтін болсаң, онда қолыңның бұлшықеті дамымай қалады деген сөз. Сен әрбір бұлшықетіңе салмақ. Өйтпесе сен мысалы аяғыма жаным ашиды деп өмір арбамен жүрсің мысалы, сау болсаң да, онда аяғыңның бұлшықеті мүлдем істемейді мысалы. Тура сол сияқты дүниеде математиканы оқитын, тіл оқитын миыңның бұлшықеттері бөлек-бөлек болады да. Ал сол бұлшықеттер жұмыс істейтін ол орта білімдегі тақырыптар. Саған өмірдегі керек жері саған ашық көрінбеуі мүмкін. Бірақ сенің сол миыңның сол жердегі бұлшықеттерін істеу арқылы сенің басқа дағдыларыңның дамуына еңбек етіп жатыр да. Сондықтан орта білімдегі дүние керек емес деген дүние ол кәдімгі сауатсыздық. Косинус керек. Косинусты оқыту керек. Оқыту керек. Орта білімдегі әрбір дүние ол ғалымдардың зерттеп, жілігін шағып, майын ішіп, соны қосқан кезде сенің ақымақ емес қой. Университеттің оқыта салатын дүниесі болса, неге орта білімге кіргізіп отыр? Ол кәдімгі мидың даму бұлшықеттеріне, тіпті мысалы солақай адамдардың миының жұмыс істеу форматы мен оңқай адамдардың миының жұмыс істеу форматы мүлдем екі басқа. Ал осы мектеп бағдарламасына байланысты. Мектеп бағдарламасы міндетті түрде осы бекітілген жолмен жүру керек пе, әлде исключение из правил бола ма? Түсіндіру өтейін. Жақында Петропавлға бардым, ол жақта бір Иван ба, орыс кісімен сұхбаттастым. Енді орысша сөйлеп тұрмысы жатыр ма, енді түсінбейтін шығар деп. Қазақша айта бер дейді. Қазақша түсінеді екен, жазады екен, ойланады екен, орыс батыр деп тиктогын жүргізеді екен. Сонымен қалай деймін ғой, Петропавлда жүрсіз, қалай үйрен. 8-ші класста ма, қателеспесем, бізге осы оңтүстіктен бір апай келді қазақ тілін оқытуға дейді. Қазақ тілін бірінші сабақта оқыты, сонымен біздің ешқайсымыз қазақ тілін білмейтінімізді түсінді да, так, ана кітаптарын жабыңдар, менің сабағыма осы кітапты алып келмей қойыңдар, қажет емес, біз сендермен осы 1 жыл бойы, 9 ай бойы қазақша үйренеміз, қазақша тек қана сөйлейміз деді. Қазақша сөйлестік дейді, 45 минут тек қана сөйлестік, соның әсерінен сол 8-ші сыныптағы менің классымдағы 20-30 адамның барлығы дерлік қазақша сөйлей алатын, түсіне алатын деңгейде шықтық дейді. Бірақ біз 8-ші класстың бағдарламасын мүлдем өткен жоқпыз. Бірақ қазақша үйреніп шықтық. Миссия, ең бастағы түбегейлі миссия орындалды. Сол секілді исключение из правил деген дүниелер бар ма, қолданасыздар ма оны? Жоқ, ол жерде мынандай нәрсе ғой. Мемлекеттік стандартпен қарасаң, негізі бұл стандарттың бағана баланың білмеуі, 8-ші сыныптағы баланың білмеуі, ол стандарттың осы күнге дейін дұрыс орындалмауы деген дүниеде. Мысалы сен ағылшын тілі мұғаліміне сабағына кіріп отырсың, басшы ретінде, мысалы 5-ші сыныптың мұғалімі ағылшын тілінен неше пайыз ағылшынша сөйлеп сабақ өтті? Ағылшынжан әлде ағылшынның грамматикасын толыққанды қазақша түсіндіріп, отыр, тұр, тақтаға шық деген сөзге дейін қазақша айтты ма? Ал кәдімгі мемлекеттік стандартта бұл қойылған дүние. Мысалы 5-ші сыныптағы ағылшын мұғалімі мынанша пайыз деңгейінде ағылшынша сөйлеу керек, ал 10-11 сыныптың мұғалімі ағылшын тілінің сабағында мысалы қазақша сөйлеуге болмайды. Өкінішке орай осы стандарт орындалмайды бізде. Мысалы өте-мөте орыс сыныптарында қазақ тілі мұғалім кіреді да,
здрасте деп амандасудан бастайды. Әйтпесе тақырыпты ғана қазақша түсіндіреді да басқа уақыттағы қолданыстың тілін толыққанды орыс тілінде жүргізеді. Неге десең, анау түсінбейді дейді. Жоқ, сенің мысалы мен өмірімде көрмедім орыс тілі мұғалімнің сыныпқа кіріп қазақша сөйлеп жатқан. Бірақ аралас мектептерде істеп көрдік, орыс мектебінде енді көрдік, аралап жүріп, қазақ тілінен сабақ беріп жатқан мұғалімдардың орысша сөйлеп жүргенін көрдік деген сияқты. Бұл тұрғыда мәселе бағанағы стандартты қайырып тастап тек қана сөйлеуде емес. Бірінші сыныптан бастап стандарт орындалатын болса, мұғалімнің қарым-қатынасы толыққанды қазақша жүретін болса, қазақ тілі мұғалімнің, ол кезде бала сөйлеп шығады. Бұл жерде енді тек қана мысалы делік, сіздерге мысалы жаңадан мұғалім келді. Тек қана қазақ тілі емес, физика, математика болсын, өте мықты сапалы мұғалімді алдыңыздар, тарттыңыздар. Ол келді да сізге: Марс мырза, мен осы 8-ші сыныпта алып жатырмын. 8-ші сыныптың дәрежесі жетпей тұр. Мынау білім беру сапасынан, бекітілген білім беру жүйесіне ол келмейді. Оның алдында дұрыс оқытылмаған. Мен басқаша оқытсам бола ма деп айта ала ма сізге? Басқаша әдіс тәсілдермен үйретсем бола ма деген сынды. Бұл жерде былай ғой, жаңа кітап тек ресурс қазір бізде. Мысалы кітапқа байланып қалу ешқандай мектепте, мемлекеттік болсын, басқа кітапқа байланып қал деген мәселе жоқ. Бұл жерде кітаппен жүру деген мәселе де жоқ. Бұл жерде оқу мақсаттары бар. Сол оқу мақсаттар, яғни мақсаттарға жету үшін сен кітаппен жете аласың. Сен немесе жаңағыдай бір ғалымның бір статьясымен жете аласың. Немесе сен бір формуламен, немесе өзіңнің бір әдісіңмен, яғни сен оқу мақсатына жетудің 3-4 жолы бар да. Өзің 7-ші сыныптың, 8-ші сыныптың балалары дейміз ғой, және де спиральды деген бар да, мысалы, ол 7-ші сыныпта өткен тақырыбын 8-ші сыныпта да қайталауы мүмкін да. Бұл жерде енді тағы да зерттеулерге үңілгім келеді. Ең бірінші әсер ететін әртүрлі фактор көп қой, әсер ететін фактор. Мен әсер етемін директор ретінде, оқу орынбасары әсер етеді, тәрбие орынбасары, ата-ана әсер етеді. Бір 5%, 10%, 100%-дан құрайды ғой енді баланың несін жаңа суретін деген сияқты. Тура сол сияқты әсер ететін ұстаздың әдісі деп отырмыз. Жаңағы Павлодардағы, Петропавлдағы біздің мысалы ұстазымыздың, жаңағы орыс қазақ тілін үйреткен ұстазымыздың, ол кісінің әдісінің, яғни түсіндіру әдісінің ерекшелігі болып тұр ғой бұл жерде. Оның мақсаты, яғни анау 25 баланы қазақша сөйлетем деді. Ол ана жердегі мүмкін ережені жаттатам, мүмкін жаңағы бір кітапты бітірем деген мақсат болған жоқ. Ода бір ұлы миссия болған сияқты да. Ұлы мақсат болған сияқты. Осы балаларды орысша сөйлеп отқан 25 баланы қазақша сөйлетем деп. Егер біздің ағылшын мұғалімінде сондай миссия болатын болса, мынау қазақтың 25 баласын ағылшын тілінде сөйлетіп шығамын десе, оған кітап та керек жоқ, оған бір зат та керек жоқ. Ол тұрады да өзінің миссиясы, мақсаты негізінде күнімен дайындалама, түнімен дайындалама, коридорда сөйлесеме балалармен. Бірақ ертең 2 жылдан кейін ана 25 бала ағылшын тілінде сайрап тұратын болса, бітті. Ол ұстаздан не сұрау керек деген сұрақ менде вообще. Яғни мектептегі жаңағы білім беру бағдарламасы ол міндет емес. Жоқ, бағдарлама міндет. Мақсатқа жету. Бағдарлама міндет. Мақсатқа жету жолы әркім әртүрлі. Мақсат, бағанағы мақсатты бағдарламаға сай, мысалы, осы тақырыпты меңгерту деген сияқты мақсаттар бар ғой. Ол бағдарлама міндет, оқулық соған сай ресурс. Ол жерде мысалы мұғалім 7-ші сыныптың тақырыбын меңгермепті, сондықтан мен өзім алып меңгерім деп, мысалы, шегініс жасауға болуы мүмкін. Мысалы, мен бір тақырыпты өткізіп жатырмын, бұл тақырыпқа байланысты алдыңғы дүниені білмейді, сондықтан шегініс жасаймын. Бірақ мен мықты болсам, 8-ші сыныпты бітірген кезде сол 8-ші сыныптың тақырыптарын меңгеруге тиісті тақырыптарын бәрін меңгерді ма деген ұғым ғой. Егер сен 8-ші сыныпты бітірдің, ол балалар 7-ші сыныпты меңгермепті деп, сен 7-нікін ғана меңгеріп шықсаң, ол сенде мақсат орындалған жоқ қой. Сондықтан бұл жерде мен үнемі айтатын бір сөзім бар. Мұғалімдік мамандық емес, мұғалімдік өнер. Сен маймыл болып жүріп, секіріп жүріп өтесің ба, жатып алып өтесің ба, тұрып өтесің ба, жылап түсіндіресің ба, күліп түсіндіресің ба, алдыңғы тақырыпқа қайтып кетесің ба, мынандай қағаз жазып алып келесің ба, кішкентай бір видео жасап алып келесің ба. Бастысы сол тақырыпты меңгертетін мақсатыңа жет. Оны сен мен тіпті мен Қазбел Мылтық лицейінде айтамын. Кабинетте отырып сабақ өту міндетті емес.
керек болса кітапханаға барып малдас құрып алып өтіңдер, коридорда жүріп алып өтіңдер. Үйкелісті кәдімгі барып сырғанап, қардың үстіне барып сырғанап, мына әртүрлі аяқ киім әкеліп түсіндір. Сен главный түсіндір, мақсатыңа жет. Ал сол түсіндірудің ішінде жаңа айтып жатсыз ғой, күлу деген секілді. Соның ішінде айғайлау кіре ме? Қатал болу, ұрсу. Ол ұрсу, айғайлау деген дүниелер кейде аюға намаз үйреткен таяқ дейді ғой. Белгілі бір деңгейде шектеу кейбір балаларға керек. Сен бүкіл баланың тәрбиесін бір стандартпен қарай алмайсың. Кейбір балаларға мүлдем талап қойып та керек емес. Ол сен өздігінен орындап алып келеді. Бірақ кейбір балаларға керек. Мысалы, қазіргі қоғамдағы ең үлкен дүниенің бірі балалардың боқтық сөз айтуы. Кейбір балаларға оны түсіндіріп, боқтық сөздің жаман екенін түсіндіріп жатсаң, үйінде дастарханда отырып, әкесі шешесінен жіберуі мүмкін да. Немесе әкесі үшін телефонда баласы қарсы алдында отырса, боқтық сөздер жібере беру, қалып үрдіс болуы мүмкін. Ол балаға сен ұрсып түсіндіресің бе, қайтып түсіндіресің, ана боқтықтың жаман нәрсе екенін түсіндіру керек, амал жоқ. Өйткені ол бала үшін қалыпты жағдайға айналып кеткен да. Осындай кезде кейбір жағдайда ситуацияға байланысты педагог қолданылады. Не үшін оны сұрап жатырмын, өздеріңіз білесіздер ғой, қазір тыйылып қалды, 1-2 жыл бұрын видеолар шығып кетті, мектептегі айғай-шудың, ұрсудың деген сынды. Соның әсерінен мұғалімдермен сұхбаттассаң, әңгіме айтсаң, қазір бізді түсіріп алады, біз айғайлай алмаймыз да дейді. И кішігірім бір рамкаға кіріп кеткен сияқты болды да сол кезде. Енді бізде былай ғой, бала құқығы туралы заң, норма өте жақсы жұмыс жасайды. Ұстаз құқығы туралы норма жұмыс жасамайды. Бағанағы не ғой, бізде ата-аналар шыны керек, көп мектептерде деп айтайын, бәрінде емес, көп мектептерде ата-ана қожайынға айналған. Сен қазір мынаны орындамасаң, мен үстіңнен жазам дейді. Енді үстіңнен жазсын деп отырсайын десең, үстінен жазатын келесі жоғарғы сенің институция, сен ата-анаңды қалайда тілін тап, заңсыз болса да орындап ата-анаңның аузын жап дейді. Бұл жерде әділет органдарының немесе үстініңдегі мемлекеттік органдардың әділетті болуына байланысты да. Мысалы, әділетті ме, әдетте ата-анаға және мұғалімге? Әлде бір жақтан? Ол жерде де орындаушыға байланысты ғой. Кейбір әділетті органдар бар. Қарап ата-анаға түсініп, мына жерде мектептікі дұрыс деп шығарып береді. Кейбір органдар бар. Сен неге қарап отырсың? Атынан арыз жазғызып қойып, қалайда мұғалімға жазаласаң да мына істі бас дейді. Сол үшін анада директорларда да былай ғой, шаршағысы келмей қойшы, басасашы, бес керек қойып бере салшы. Сіздерде қалай? Көп жағдайда мектеп деңгейінде шешіледі мәселелер. Жаңағыдай жоғарғы инстанцияларға немесе сот деңгейінде дегенге дейін. Енді мәселеге байланысты көтерілген, қандай мәселеге байланысты. Енді қалай қарайсыз дегенім ғой, жаңағы ұрсу қатал формасына қалай қарайсыз, білім беру? Жоқ, бұл жерде енді ұрсу, қатал форма, талап деген мәселе бар ғой. Кейде талапты біз қаталдыққа байланыстырып жатамыз, мысалы. Бұрында жаңағыдай ойбай, бұрында төбемізді оятын деген сияқты бір әңгімелер айтып жатады ғой, мысалы. Дегенмен де ол бір педагогикада енді Мағжан Жұмабаевтар, Ахмет Байтұрсынұлдар, немесе жаңағы бала қап емес, оны ішіне заттың барлығын үйе беретін жаңағы қоқыстың қап емес дейді ғой, мысалы, оның шамшырағын жағу керек деген сияқты. Яғни қай заманда болмасын біздің ұлы педагогтар баланың жүрегіне жылуды табатын, шамшырағын жағатын ұстаз деп айтып келді. Ол біз қазір бір кейбір мәселелерде, мысалы, анау бұрын жаңа төбесін оятын деген бір мәселемен ғана шектеп қарайтын сияқтымыз да.
жоқ бүкіл баланың төбесін оймайтын ғой. Бүкіл баланы әрбір класста бір екеуі болады ғой өзі бір еркелейтін сол сияқты ұзақтылық танытатын. бүкіл баладан ғұлама шығаруда мүмкін емес екенін де түсіну керек та. Бүкіл баланы біз аламыз да барлық баланы айтишник көргіміз келеді, барлық баланы немесе дәрігер жасағымыз келеді. Оның баланың қарым қабілет деген туада болатын дүниесі бар ғой. осы жерде бір ой айтқым келеді да, Альберт Эйнштейн деген кісі айтып кеткен екен да, егер сен балықты талға өрмелеуге бойынша бағалайтын болсаң, балық өзін өмір бойы ақымақ сезініп кететін еді дейді. Яғни әр баланың біз мүмкіндігін қарауымыз керек та, әр баланың. Бұрын есімде мен неше 4-ші сыныптан 5-ші сыныпта мектеп ауыстырдым. Сол кезде мен мамам мұғалімге сүйегі менікі, ет сенікі деп тапсыратын. Содан кейін мен нұху деген секілді нәрселердің барлығы болды ғой. Айта алмайсың ата-анаға, ол кезде бізде білмеймін ондай болмайтын. Қазір бір видеолардың кезінде ма, сол үшін ғой сұрап жатқан. Нұқу, шерту, ұру деген дүниені Сыркөлдің ізі мен айта алмау деген дүние басқа нәрсе да. Бірақ мынандай ата-ана бар екенін ескеру керек. Таңертең баласы мектепке кетіп, мектептен келген кезде таңертең 8-ден бастап мектеп тарағанға дейін не болған детально сұрайды да, сол жерден минус ілік іздеп, мысалы сынып жетекшісі бір шаруамен жүгіріп жүріп баланың айтқанын естімей қалуы мүмкін, мысалы келесі сағат асығып бара жатып басқа апай мен ағайға айтып едім немесе апайға айтып едім, апайым қарамай кетіп қалды десе, мысалы сен балама неге қарамай кетесің, ол игнор жасау, ол менің баланың құқығын таптау деген сияқты нормамен шу шығаратын ата-ана бар да, мысалы. Бұл педагогтың шығармашылықпен жұмыс жасауы өте қиын. Сосын баламен жұмыстар, балалар өзара ойнайды, олар алысады, олар не істейді. Жоқ, менің балам ешкімнің алысып ойнамау керек. Алысса да менің балам тек қана үстіне құлау керек дейтін ата-ана бар да. Ол қиын. Бұл жерде әрбірінің шекарасын, әлімжеттік мәселесінде шекарасын ажыратып алу керек. Әлімжеттік қаншалық деңгейде, қандай деңгейге болған кезде әлімжеттік болады. Сыныптағы оқушылардың бір-біріне сөз қайтару әлімжеттік па? Әлімжеттік деген дүниенің нормасы. Бізде буллинг жасау дейді. Екі бала қалжыңдасады. Қалжыңдасып белгілі бір шекке барған кезде біреуге алады да, менің балама буллинг жасап жатыр дейді. Жоқ, екеуі қалжыңдасты ғой, қалжыңның нормасы. Ол мынаған бүйтіп айтты, ол мынаған бүйтіп айтты деген сияқты. Сол буллинг деген дүние шыққан кезде сізге қиын түскен туындаған секілді сіздерге, мектеп директорларына, менеджментіне. Өйткені буллинг деген айқындай алмайсың да, ұстай алмайсың, көрсете алмайсың деген сынды. Біреу айтуы мүмкін, оның сөзіне сене алмайсың, екінші тарап болуы мүмкін деген сынды. Буллинг жайында заң шығып жатыр ғой, қазір дайындалып жатыр. Сол кезде бірталай сұрақ болған менде осыған байланысты. Мысалы, сұрақ туады да, мысалы, буллинг деген нәрсе қалай? Қандай деңгейде, мысалы? Мен саған қарап, сап-сары болыпсың ғой десем, буллинг па, мысалы? Егер екеуміз қалжыңдасатын сыныптас болсақ, сен маған қарайсың да, о, қап-қарашқа дейсің де, мысалы, ал буллинг па? Егер ешкім саған үйтіп қалжыңдамайтын болса, онда біз робот адам тәрбиелеп алмаймыз ба деген сұрақ туады. Осы деңгейде буллингтің деген дүниенің шығуы нормасын анықтап алу керек та. Анықтау мүмкін емес, бірақ. Мүмкін емес. Мүмкін емес. Ұстап көрсетіп дәлелдей алмайтын дүние секілді мен. Мен мысалы өзім балаларымнан таңертеңнен кеш батқанша не істедің деген сөз сұрамайды екенмін. Керісінше мен адам ретінде олармен көбірек сөйлескім келеді, көбірек сырласқым келеді. Болды. Мектептегі оның әрбір қылығына тақалып алу, ол тәрбие емес. Кейін мектептегімен түсесің, оның кейін үйленген кезде келіншегімен арасына түсесің, немесе күйеуімен түсесің, сонымен өмір бойы артына түсіп жүресің де. Түсінікті. Енді мына бір дүние маған осы
мектептік кезде қызық болатын дене шынықтыру деген пән. Оның оқыту бағдарламасы бар ма өзі? Негізі бар ғой, сол ғой, негізі болу керек қой негізі. Оның менің ойымша, менің түсінігімде мектеп бағдарламасында мектепте дене шынықтыру деген мысалы оқушы 45 минут отырды, яғни аяғын жазатын, бойын жазатын бір іс-қимылдар жасалу керек дене шынықтыру сабағында деген сынды бір, білмеймін, мен қате ойлап отырмын ба? Бағдарламасын көрсең, оның ішінде шаңғы да бар, оның ішінде доптың түрлері де бар, оның ішінде бокс та бар, оның ішінде спорттың бәр түрі бар. Бағдарламасында бәрі бар. Қандай спорттың түрі бар? Жеңіл атлетика бар. Ол бір сыныпта жеңіл атлетиканы өту керек, бір сыныпта боксты өту керек, бір сыныпта нені өту керек. Негізі бағдарламасында бәрі бар. Бірақ екі түрлі нәрседен, біріншісі мектептің дене шынықтыру пәніне немқұрайлы қарауымнан, екіншісі балалардың да немқұрайлы қарауы бар. Сосын залдардың жетіспеуі, материалдық шарт жағдайдың жетіспеуінен басқаша қарайтын бар. Сондықтан дене шынықтыру деген сабақ мемлекетте ең стандартты түрде оқытылмайтын сабақ та. Мысалы, бокс деген сабақ, сен перчатканы алып келдің, 4-5 перчатканы алып келдің. Біз осы айда біз бокс туралы тақырып екен бокс өтеміз десең. Бар ма сондай тақырып? Бар. Бірақ оқыш айтуы мүмкін, не істейміз сонда, мен боксқа дым қатысым жоқ қой деген сияқты. Баяғыда әкем айтатын менің. Біреуді ұрмасаң да, біреуден таяқ жемеуді үйренші деп. Тура сол да. Ол адамның өзін өзі қорғау қабілеті деген болады ғой. Сен көшеде жүріп бұзыққа жолығып қалуы мүмкін, таяқ жесең де көзіңді сақтап қалуы деген сияқты. Сен адамның өзін қорғау деңгейінде дүниені білу керек та. Сіздерде бокс оқытыла ма? Мектеп бағдарламасында бар. Бокс қосымша үйірме ретінде өтеді. Күрес, бокс сияқты пәндер. Ал жаңағыдай бағдарламаның негізінде бірінші класстың өзінің бағдарламасы бар. Екінші сынып 1.90-да гимнастика болады. 1.90-да жеңіл атлетика болады. 1.90-да қыста шаңғы болады. Және де сондай бір 4.90-ға 4 бағытта басымдықтар беріледі. Сол басымдықтардың негізінде жаңағыдай бір күні болады ойындар деп, мысалы. Тақырыпқа, бағдарламаға байланысты ол жерде. Ол жерде өзінің мақсаты бар. Расымен өте ма сіздерде? Стандарттар бар. Расымен өте ма? Сол стандарттарға шамамен өтеді деп айтқан дұрыс шығар. Мүмкіндігінше талап етіледі. Жаңағы айтылған мәселе ғой, жалпы бізде кабинет спорт залдар бір мектепте жобамен 6 спорт зал болу керек. Негізінен Мысалы, мектеп бағдарламасына сенетін болсақ, 6 спорт зал болу керек. Бір-біріне кедергі жасамау керек. Бір-біріне кедергі жасамау керек. Жаңағы бағдарламада қойылған мақсаттар, тақырыптар толық орындалу үшін оған кең жер керек, мысалы, ыңғайлы орта керек деген сияқты. Шаңғы мәселесінде де мысалы сыныптар кезек-кезек шаңғыға шығып жатады, мысалы. Кейбір сыныптар шыға алмай қалып жатуы мүмкін. Сол жерде, бұл жерде енді мынау тағы да мен оралам, менеджмент, жаңағы Айекең айтқандай, басқарудың жалпы жүйесі қалай, талап қалай қойылады, миссия қалай отыр, соған байланысты талап оқу орынбасарларының қойып жатқан талабы қалай, ол сабақтың өтуіне қалай, жаңа доп бере салу мәселесі ме, әлде нақты гимнастика ма, гимнастиканы өту керек деген сияқты. Бұл жерде енді барлығы жан-жақтан құралады ғой енді. Мен өзін еске аласың да, енді бізде мектепте қалай дене шынықтыру, бірде екіге санайсың да, сосын доп береді, айда жүгіресің. Дене шынықтыру солай өтетін бізде. Қазір қалай дегенім ғой. Ақшасы жайында қорытындылайтын дүние, уақыт ақшасы жайында негізінен сізбен ғой негізі. Астанадағы, мысалы, Қазақстандағы бағаларын көрдің. Ең қымбаты QSI осы маусымда ашылған 13 миллион 500 мың алады екен, шамамен. Одан кейін 16 миллион 800 мыңға барады. Одан кейін Холли Берри бар, 15 миллионға дейін барады, 10 миллионнан бастап. Одан кейін Спектрум бар, жаңағы Ардинлайн бар. Сондай секілді мектептер бар, олар 9 миллион, 7 миллион деген сынды. Қазақстандағы ең қымбат мектептің алдыңғы 10 мектептің 10-шысы айына миллион теңгеге дейін барады ғой, жылына 10 миллион теңгеге дейін. Осы жаңа не ғой, QSI дейін. Сұрағым келгені... Ай 1,7 миллион ғой. Сұрағым келгені, сіздердікі әлде қайда арзан? 10 есе деп айтуға да болатын шығар, 10 есе тіпте арзан. Мұнымен
не көрсеткіңіз келеді, не дәлелдегіңіз келеді? Осындай ақшаға да оқытуға болады деген ой бар ма бұл жерде? Бұл жерде шыны керек бағанағы қымбат мектептердің жұмыс жасаған моделі мен біздің модель ұқсамайды. Қымбат мектептердің моделінің жарты мұғалімді шетелден әкеледі. Олардың страховкасы бар, елдегі тұруы бар, бәрін көтереді. Бюджеттерін біраз соған кетеді. Екінші дүние, ол жердегі мектептің шарт жағдайы енді бір сыныптағы оқушының саны, бассейні, оның спорт залы деген дүниелер енді біздің кейбір нәрседе түске кірмейтін дүниелер. Жалпы былай ғой, баға деген нәрсе, сен Мерседес немесе Ауди сатып аласың ба, Мерседес сатып аласың ба? Әйтпесе, сен Toyota 300 сатып аласың ба, әлде Camry 70 сатып аласың ба? Екеуі де ақша, бірақ екеуінің құны екі басқа. Toyota 300-ді мінгісі келетін адам, Camry'ді мінгісі келмеуі мүмкін, аласа деп, әйтпесе тар деп. Тура бұл қызмет көрсетудің құны шарт-жағдайдың құнына да байланысты. Бір. Екіншіден, мен өз басым қолжетімділік деген дүниеге қаттырақ қарағым келеді. Өйткені қазақ тілді оқыта, мен таза қазақ мектебімін, бағанағы ағылшын, сіздің айтып отырған мектептеріңіздің бәрі ағылшын және орыс тілді мектептер. Қазақ тілді ортаның балаға қаражат салу қабілеті өкінішке орай намысымызға тисе де, эгомызға тисе де, қазақ тілді ортаның төлем қабілеті орыс тілді, ағылшын тілді ортадан төмен екенін мойындауымыз керек. Баласын қазақша оқытатындарға айына 100 мың, 200 мың десең, сені қымбат деп боқтайды. О, арзан екен ғой мынау деп қарайтын 100 ата-анадан бір ата-ана әрең шығуы мүмкін. Ал орыс тілінде оқытатын, ағылшын тілінде оқытатын ата-аналар балаларына инвестиция салудың, олардың құнының қанша екендігін зерттеп болған ата-аналар. Оларға біздің бағаны қылсаң, бағанағы сіз сияқты не дәлелдегің келеді, бұндай ақшамен қандай сапалы дүние бересің деген дүниені айтады. Мен де мысалы мектептерімді одан үлкен деңгейдегі сапаға жеткізгім, балаларымның бассейнге аптасына бір рет болса да бассейнде жүргенін, үлкен спорт залда бағанағы сендегі дышының барлық төлеммен шұғылданғанын қалаймын. Ата-аналарым төлеп шыдаса, мен ондай деңгейдегі дүниені апарғым келеді. Өкінішке орай әркім өзінің клиенттерінің төлеу қабілетімен санасып отыр. Білім беру сапасында аса қатты айырмашылық жоқ. Айырмашылық жоқ. Төлем Балаға жасалатын комфорттық жағдайдың әсері. Мысалы айтып отырмын ғой, бағанағы Хелиберидің балаларының алған айлыстан 7,5 деген балын, 7 деген балын менің оқушыларым да алып отыр, 8,5 алып отыр. Бірақ Хелиберидегі баланың креслода шалқайып отырып оқуы мен менің мектебімдегі қатты орындықта отырып оқуы құны басқа да, шыны керек. Сосын мынандай бізде енді мен Қазақстандағы 10 қымбат жекеменшік мектеп деген пост салған кезде астындағы комментарийдан бірақ шошыдым. Бұл жерде тек қана жемқорлар дайындалады, бұл жерде тек қана жемқорлардың балалары оқиды, бұл жерден ұлтқа қызмет ететін адам шықпайды деген комментарийлерден бір шошыдым. Екіншісі, өзімізбен салыстырамыз ғой, бағана сіз айттыңыз ғой, 2013 жылы бізде мектепте былай еді деген сияқты. Біз ауылда оқыпты адам болдық қой деген сұрақты айту. Біз ауылда оқыдық, бірақ менің көкейімде, мысалы мен енді ғылым докторы атансам да, менің көкейімде шіркін мектепте осындай дүниелер болған болса, мен бүгін басқа деңгейде болатын едім деген өзіңе сұрақ туады да. Бүгінгі жағдайда біздің ауылда оқып адам болдық деген деңгейіміз қандай деңгей? Басымызда 4-5 кредит жүрген деңгей ма? Адам болдық деген деңгейіміз? Әйтпесе біздің мысалы ипотека төлеп жүрген деңгейіміз ба адам болдық деген деңгейіміз? Бұлардан
мысалы бағанағы бұндай ақылы мектепте оқыту арқылы қандай ғұламалар Эйнштейн осы жерден шығып Эйнштейн үшке оқыған деген дүние. үшке оқыған деген дүниелер оның бәрі ертегі да, бірақ сосын Эйнштейннің уақытында Эйнштейн болу мен қазіргі заманда Эйнштейн болудың деңгейі қиын. Өйткені біраз жаңалық қазір ашылып кеткен басқа деген сияқты. Сондықтан заманның талабы, заманның неменесі, мен қорқам бағанағы дүниелерден. Неге қорқам? Бағанағы ауылда жүріп адам болдық қой, бұдан немене болмай. Қазақ қоғамы балаға инвестиция салуды түсінбей жүріп, қазақ тілі кедейлердің тіліне айналып кете ма деген қорқынышым бар. Шыны керек, кімнің сөзі бар ғой? Қай осы қазақтың бір ғұламасының сөзі бар. Экономика қай тілде сөйлесе, сол тіл түбі жеңімпаз деген. Әлихан Бөкейхан ғой. Ол Әлихан сөзі экономика қай тілде сөйлесе, ғылым қай тілде мемлекеттік тіл сол тілде деген сөзі ғой. Тура сол сияқты экономиканың тілі. Математик Асқар ағай айтқан. Экономиканың тілі қазір Қазақстанда қазақ тілі ма? Сіз банк секторына барып қазақ тілде экономикалық тілмен айналыса аласыз ба? Қазақ тілі ғылымның тілі ма? Менің арманым мысалы қазақ тілін ғылымның тіліне, экономиканың тіліне жеткізуді, ол үшін қазақ тілінде сөйлейтіндердің деңгейі не істеу керек та? Даму керек. Енді бір адамдар мені де ертең сұхбатта қарғауы мүмкін. Қазақ тілін кедейлердің тілі деп айттың деп. Біз Проблеманы жеңу үшін оны мойындау керек. Проблеманы жеңу үшін мойындау керек. Қазақстандағы Forbes тізіміне кіретін 100 адам деп есептесек, мысалы қазақстандық Forbes, әлемнің Forbes емес. Мен Құлбаевты санап тұрғам жоқ. Құлбаевтікін жетістікте деп те қарамаймын. Қазақстандық Forbesқа кіретін немесе Қазақстандағы кез келген облыстың алдыңғы 500 бай деп есептесең, Қазақстандағы 1000 байдың бай деп санайтын, неше пайызы қазақ тілді? Әйтпесе қазақ тілді адамдардың экономикасы, қазір Қазақстанда 75% қазақтар тұрады ғой. Солардың қазақ тілділердің экономикалық әлеуетінің экономикалық қуаты Қазақстан экономикасының қанша пайызын ұстайды деген сұрақтар, зерттеулер жасаса, ол үлкен сұрақта. Сондықтан қазақ қоғамы білімге инвестиция салып, дамуға инвестиция салып, үйрену керек. Мойындасақ та, мойындамасақ та шындық. Мен балаға мектеп таңдау, балаңа орта таңдап беру, дамуды таңдап беру екенін атана сезіну керек. Мен бір сұрақта комментарийде не қылды? Сонда бұлар Бишімбаевтарды тәрбиелейтін мектеп қой деп, Бишімбаев бір кейс қой қоғамдағы, ол қандай мектепте оқуды, ол нақты зерттелу керек та, мысалы, бірақ өкінішке орай ана қарапайым мектептен ел танымайтын, білмейтін неше Бишімбаев шығып жатыр. Бүкіл қылмыстарды жасап отырғандардың қанша пайызы ондай мектепте оқып жатыр деген сұрақтарды зерттеу, ол басқа дүниеде. Сондықтан бұл жерде мен Бишімбаев тақтап отырғам жоқ. Тұтас қоғамға анализ жасау, бір сенсациялық оқиғамен дәлелденбейтіндігін сезінуіміз керек. Түсінікті. Рахмет. Қоспайсың? Жоқ. Қорытындылау болатын сияқты осымен, Рахмет. Болдық. Келгендеріңізге көп рахмет. Аятжан мырза, қысқа нұсқа сіздің мектебіңіздің тағдырын айтып жібересіз? Осыған дейін камераның сыртында естіп қалдым. Не болады алдағы 2-3 жыл? Мемлекеттің жекеменшік мектептерге деген көзқарас өзгеруіне байланысты мемлекеттік бағанағы қаржыландыруды біз қазір ақпан айына дейін ақпан айының қаржысын әлі алғамыз жоқ. Соған байланысты қаржылық қиындық ауыр. Бірақ мен банкрот болмаймын деп ойлаймын. Себебі бұдан жаман күнде тойға барғам. Соған шақ тұрсыз ба сонда? Жақындау. Бірақ өзімнің мүмкіндіктеріме, қарым қабілетіме байланысты әрекет жасаймын. Қазіргі таңда 9 мектеп жұмыс істеп тұр. Біреуін жазда жабамын, артқа бір қадам. Мүмкін алдыға 5-6 қадам болатын шығар.
бірақ мен бір нәрсені мойындаймын, білем. Бұл Қазбілім Қазақстандық әріптесім де мойындайды деп ойлаймын. Қазақстандық бренд ретінде қалыптасқан бір білім саласындағы жоба. Екіншіден, мен өзім білім саласына ат үсті келген адам емеспін. Мен кәсіби 15 жылдық кәсіби педагогпын. Білім саласында мемлекеттік мектепте де табысқа жеткізген басшымын. Халықаралық чемпион тәрбиелеген тренермін. Сондықтан да өзіме және немеге сенем. Қазіргі таңда менің қорқатыным мынауда, мен бизнестік көзқарасқа, таза бизнес ақша табу көзқарасына барсам, Қазбілімді құтқаруыма 3 ай жеткілікті. Мен бағана орыс сыныптарын ашам, маркетингке, орыс тілінде маркетингке қаржы салам, тартам. Сізді ұстап тұрған принцип? Мен ұстап тұрған кейбір нәрсе принцип. Енді мен дәл осы ортада да менің маркетинг және пиар командамда істеген адам отыр, тыңдап отыр. Мен ешқашан орыс тілінде маркетинг жүргізбеген, тіпті орыс тілінде құжатқа қол қоймайтын принциптегі адаммын да. Дәл осы компаниям сақтау үшін осы принциптерімді бұзып алмас екем деген бір ішкі қынжылыс бар да. Ол енді орынбасарларымда, экономикалық бөлімді басқаратындарда маған ең үлкен айтатын үгіті: Айеке, мына принципіңді қоя беріп жүрші, біз не істейміз деген. Бірақ мен бір нәрсені дәлелдегім келеді. Қазақстанда қазақ тілімен табысқа жетуге болатындығын, мен қазір ғылым докторы ретінде және тренер ретінде осыншалық деңгейге қазақ тілімен келдім. Ал жалғасты қанша жерге шабатыным мен үшін де қызық. Бірақ Құдай сақтасын банкрот болудан. Бірақ мемлекеттік бюджеттің уақытында төленбеуі маған жұдырық үстіне жұдырық болғанын мойындаймын. Қиналып жүргенімді камераның алдында болса да эфирге жібере беріңдер, мен ешқандай жасырмаймын. Бірақ өкінішке орай да мынандай да, инвестор іздесең, бағанағы орыс мектептеріне инвестор іздесең тауып алу оңай. Бізде спорттық бір нәрселерге, мысалы, болды ғой, бізде олимпиада болды былтыр жазда, Нені айтып отырсыз? Наматты айтып отырсыз? Ұлттық ойындар ма? Жоқ, ана кәдімгі Париждегі олимпиада болды ғой. Жазғы олимпиада ойындары. Жазғы олимпиада ойындары өтті. Соның жеңімпаздарына бізде қаншама байлар машина мінгізіп жатты, ат мінгізіп жатты, Тауасың да ондайға. Кәдімгі қазақ тілінде кітап жазып едік. Мына мұғалім, мысалы, менің бір мұғалімім 5-ші сыныптан 11-ші сыныпқа дейін математика олимпиадасы деген мынандай кітап жазды. Мен соны жоғары деңгейде дизайн жасатып, соны бір корректордан немнелерден өткізіп, жоғары сапамен шығарғым келді да. Бірақ мен деген адамның біразына бардым да. Тіпті айтысқа ақша төгіп жүргендердің алдына бардым. Мынандай кітап тұр, шығарайықшы, мынау қазақ тілінің білімі, қазақ білімінің сапасына қосқан үлкен еңбек болады. Мынаны төлеп беріңізші. Былтыр біраз немнелерге хат жазып, міне 29 түрлі қазақ тілді кітап тұр. Бұл кәдімгі олжа болады. Біз ауылдардың мектебіне тегін таратуға дайынбыз. Ауыл мектептеріне өйткені қазақ тілді материал жетіспейді. Мен олимпиадаға дайындалған кезде бардық та қазақ тілді бизнесмендердің. Жоқ, ондай кезде ақша бермейді. Жоқ, қаржы салмайды. Өкініштісі осы да. Қазір жағдай сізде осындай. Жағдай осындай. Түсінікті. Қыл тағдырдамыз. Тәуекел іске сәт. Онсыз да 11 жыл тәуекелде жүрген адамды ғой. 11 жылда, ойла, мен Қазақстанға келгелі бір 3 айдан кейін 19 жыл болады. 19 жыл бұрын Қазақстанға бір чемоданмен қалтасында $500 бар адам 19 жылдан кейін Қазақстандағы 9 жекеменшік мектептің иесі. Мен мемлекеттен стипендиямен жалақы алудан басқа ештеме алған адам емеспін. Стипендия жалақы болды менің өмірде мемлекеттен алғаным. Сол стипендиямен жалақымен күндіз-түні 24/7 мен 24/7 жұмыс істейтінімді Сандуғаш жақсы біледі. 24/7 жұмыс істеп жүріп, осы күнге жеткен адамның енді 6 миллиардтық компанияны қалыптастырып алып, құны 6 миллиард тұрады. Мен аудитке бағалатқам, басында бір 1,5 миллиард қарызы бар десең, 4,5 миллиардтық құны бар компанияны банкрот қылып жібермеуге шамасы келеді деп ойлаймын. Іске сәт. Іске сәт, Рахмет, сіздерге келгеніңізге көп рахмет. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.
болсын.